Менің 36 жастағы қызым ата-анасының алдына іші жарылып кете жаздады. Анасы азап пен сенімсіздікке толы болды. Әкесі тіпті қызының некесіз жүкті болғанын мойындаудан қорқып, көзін тікелей жауып тастады. Мери қолында барының бәрін жігітіне берді, бірақ қайғылы түрде тастап кетті. Өзінің жасына байланысты болашақта балалы бола алмаймын деп қорқып, ол енді махаббатқа сенбеді. Мери баласын құрсағында туып, оны жалғыз тәрбиелеуге шешім қабылдады. Сондықтан ол жұмыстан шығып, 6 айдан астам уақыт бойы ата-анасын көру үшін үйіне оралудан қорықты. Ол көшеде жасырынып, баласын босанғанға дейінгі тексеруде жалғыз босанды. Ақырында ол іштегі нәресте дүниеге келгенше шыдады. Сол күні күтпеген жерден тәтесі оны сауда орталығының дәретханасында көрді. Тәтесі келінінің қызын көргенде, ол әрқашан мақтан тұтатын. Ол қатты шошып кеткені сонша, есінен танып қала жаздады. Осы кезде Меридің анасы кездейсоқ сауда орталығының жанында демалып жатқан. Мери тәтесі оның жүкті екенін құпия сақтайды деп үміттенген. Осылай деп ол асығыс кетіп қалды. Алайда Меридің тұрмысқа шыққанға дейін босануы оның отбасы үшін болмашы оқиға емес еді. Ұялшақ апай бұрылып, бұл туралы күйеуіне айтты. Бұл туралы естігенде ол одан сайын ренжіді. Ол жағдайдың ауырлығын түсініп, қатты уайымдады. Егер Мери босану кезінде операция үстелінде жалғыз өлсе, шындықты жасыруға көмектескендер өмірінің соңына дейін ағасы мен жеңгесін жек көретіні сөзсіз. Ерлі зайыптылардың көңілін қалдырған жалғыз нәрсе олардың балалы болмау бақыты болды. Олар баласыз өмір сүруді дұрыс нәрсе деп санады. Сондықтан ерлі зайыптылар ағасын іздеуге шықты және оларға Меридің жүкті екендігі және 1 айдан кейін босануы керек екендігі туралы шындықты айтты. Бұл ерлі зайыптылар үшін таң қалдырды және олар онымен келісу қиынға соқты. Олардың қан қысымы көтеріліп, сол жерде есінен танып қала жаздады. Ағасының ашуланғаны сонша, інісін шапалақпен ұрды. Ол тынышталған соң, Меридің әкесі шындықты білу үшін қызын іздеуге шешім қабылдады. Анасы Меридің мекен жайын білмей тұрып, өлемін деп қорқытты. Оның алдында іші жарылып кете жаздаған қызын көргенде, оның басы бұлыңғыр болды. Әкесі ауырып, көзін жұмып, қашуға бел буды. Бірақ шындық, бұл шындық және оны өзгерту мүмкін емес. Қызының бақытты болашағын қамтамасыз ету үшін анасы бәрін өзгертіп, баланың дүниеге келуіне жол бермеуге шешім қабылдады. Ол болашағы зор қызының жалғызбасты ана болуына мүлдем жол бере алмады. Бірақ Мери осы мүмкіндікті пайдаланып, өз баласын дүниеге әкелгісі келді. Мери енді өмірінің соңына дейін махаббат пен балаларға сенбейді. Сонымен қатар, қоғамда үйленбеген аналарға деген көзқарас жоқ. Олар сондай-ақ адам құқықтары мен ұлттық әл-ауқатты пайдаланады. Бірақ оның анасы Мериді түсінбейді және оны түсінгісі де келмейді. Ол қызының жарқын болашағын ғана ойлайды. Олар бұл үшін қатты ұрысып қалды. Анасы қызы үшін шын жүректен уайымдады. Мери болса анасын надандық жасады деп айыптады. Бұл анасының ашуын келтіріп, оны бірінші рет ұрды. Тынышталғаннан кейін Мери анасына өзінің жағымсыз кездесуі туралы айтты. Ол бір адамға ғашық болып, одан кейін олар бақытты өмір сүреді деп ойлап, оған бәрін оңай берді. Бірақ күтпеген жерден бұл адам ауқатты отбасынан шыққан қызға үйленіп, оны тастап кеткені белгілі болды. Ол баласынан құтылғысы келді, бірақ ауруханада жатқанда мұны істей алмады. Оның анасы бұл плейбойдың кім екенін білгісі келді. Бірақ Мери бұл нәтижеге өзінің қиялдары себеп болғанын сезді. Енді бұл плейбоймен араласудың қажеті болмады. Анасы әлі күнге дейін қызының үйленбеген ана болғанын құптамады. Енді жалғызы амал жасырын түрде балалы болу және бала асырап алатын жақсы отбасын табу. Мери анасын жүрексіз және өз немересін тастап кеткені үшін ұрсады. Оның айтуынша, олардың бала тәрбиесіне шамасы жетеді. Сондықтан мұндай әдепсіз әрекет жасаудың қажеті жоқ. Бірақ анасының көзқарасы бойынша, егер ол плейбой баласын тәрбиелемесе, анасы баласын 10 жыл бойы көтеріп жүрген қызын одан сайын аяйды. Айлар бір-бірін түсінбейтін екі ана барған сайын ашы және ашы дауласып жатыр. Анасының ашуланғаны сонша, ол қолын көтеріп, оны ұрғысы келеді. Бірақ оның жүрексіз қызы жүкті әйелді қорлағаны үшін анасын сотқа беремін деп тікелей қорқытады. Екінші жағынан, оның інісі Вен Минхо әпкесінің жүкті екенін біледі. Ол кенет 3-4 ай бұрын бір ер адамның әпкесімен бірге өзі жұмыс істейтін стоматологиялық емханаға барғанын есіне алды. Ол плейбойдың визиткасын тауып алып, дәл сол жерге телефон соқты. Минхо әпкесі үшін ренжігенін сезіп, басқа адамға босанғалы жатқанын айтты. Бұл Меридің өкпесін ашудан жарып жіберді. Ол көптен бері плейбойға деген сезімін жоғалтты және оны тек ана болуға көмектесетін құрал ретінде қарастырды. Алайда оның бұрынғы жігіті Мери әлі де оны аңсап жүр деген ойға таңғалды. Ол оны тыңдамады және түсік жасатпады. Сондықтан ол енді баланы оны байлап ұстау үшін пайдаланғысы келеді. Мери бұрынғы жігітінің сөзіне күлді. Ол енді бұл қоқыспен сөйлесуге уақыт бөлгісі келмеді. Ол артына қарамай бұрылып кетіп қалды. Оның бұрынғы жігіті жай ғана сөз таппады. Ол тек оның асқазанында кім бар екенін, ол немесе қыз екенін дауыстап сұрай алады. Мери анасының айтқанын тыңдамай, баланы дүниеге әкеліп, оны жасырын түрде өз бетімен өсіруді талап етті. Анасы оған бала тәрбиелеу оңай шаруа емес екенін тағы бір рет шындап айтты. Ол өз өмірін құртқаннан кейін отбасының барлық мүшелерінің көзіне қалай қарады және оның інісіне ол болашақта сыртқы әлеммен қалай бетпе-бет келеді. Мери анасына оның дәл қазір жоғалып кететінін айтты. Отбасы бұл қарт ата-әжелер үшін қолайсыз болады деп қорықты. Біраз талқылаудан кейін екі ағай екі құсты бір таспен өлтірудің жолын ойлап тапты. Бұл оларға баланы ешкімге бермей, үйде қалдыруға мүмкіндік береді. Олар
Тек 25 жастағы жиенінің өзін жас және надан етіп көрсетіп, көшеде балалы болуына рұқсат бере алады. Джин Хо да жиеніне әке болатынын естігенде құлағына сенбеді. Ол өзін тыныштандыру үшін дереу апельсин шырынын үлкен жұтып қойды. Ол бірден ағасынан баланың анасы кім болатынын сұрады. Ағасы бұл кісінің мүлде болмағаны жақсы болар еді. Оны ешқашан таба алмайтындарын айтты. Үйленбес бұрын сен бала тәрбиесімен танысуың керек. Сонда өзіңе кейінірек әйел табасың. Джин Хо мұның бәрі әпкесі үшін қаншалықты маңызды екенін ойлап, бірден қуана келісті. Екі ағайдың да қуанғаны сонша, жақын арада сәбилі болатын сияқты. Інісі кенже ұлының сәбидің әкесі болатынын білгенде шошып кетті. Ол екі інісін үйлену тойына дейін мереге жүкті екенін жариялағаны үшін ашуланып жазалады. Қазір бұл туралы үйдегі ата-анасынан басқасының бәрі біледі. Ол інілерінің алдында басын қалай жоғары көтере алады. Ақырында екі ағайынды біраз талдаудан кейін, бұл шынымен де Мериді құтқарудың ең жақсы жолы болды. Осылайша Джин Хо әке болды. Ағасы дәрменсіз ғана бірте-бірте қадам жасай алатын. Бірақ анасы мұны мүлдем күлкілі деп санады. Бұл оның кенже ұлының болашағын құртып қана қоймай, Мери інісінің әке болуына ешқашан келіспейтін еді. Ол міндетті түрде айтқанын істеп, із-түзсіз жоғалып, отбасымен барлық байланысын үзетін еді. Алайда, осы кезде оның анасына телефон соғып, Меридің босанғалы жатқаны туралы хабар келді. Ата-анасының оның ісіне араласпауын талап еткен Мери қатты қиналды. Алайда ол анасын мерзімінен бұрын босанды деп айыптады. Ол анасын құрсағында жатқан сәбиінің көзінше тастап кетті деп айыптады. Көлікте Мери адам төзгісіз азапты бастан өткерді. Оның әкесі қатты қиналды. Ол әйеліне қарап, оның эмоциясыз және сабырлы екенін көрді. Мұның оған еш қатысы жоқ сияқты. Күйеуі қызына көмектеспегені үшін ұрысып қалды. Әйелі сабырлы түрде мұндай жағдайды 3 рет бастан өткергенін, сондықтан шу шығарудың қажеті жоқ екенін айтты. Анасы ауруханаға келгеннен кейін де аянышты күйде қалды. Мери анасының менсінбейтін көзқарасын көргісі келмеді. Ол сонда болғысы келмей қайта оралды. Қызы оған мойынсұнбай, некесіз бала туып, оны өз бетімен тәрбиелеуді талап етті. Анасы қызының мұндай өзін-өзі бұзатын қылығына қарап күле алмады. Түн ортасында Мери ауырсынумен бетпе-бет келіп, анасының қолынан ұстап айқайлады. Анасы оған шыдау керектігін айтты. Барлық жүкті әйелдер онымен бірде ауырсынуды сезінеді. Бірақ ол қатты айқайлағаны сонша, оны бүкіл аурухана естиді. Оның анасы Мери қынаптан босанады және оның асқазанына операция жасаудың қажеті жоқ деп үміттенген. Мұны естіген Мери бірден ант берді. Ол анасының мұндай жағдайды 3 рет бастан өткергенін мүлде ұмытып кетті. Мұны қатты сезінген анасы енді қызын мәжбүрлемеді. Таң атпай тұрып, ақ әкесі мен Джин Хо ақыры қыздарының кесар тілігі арқылы сәтті босанғаны туралы хабар алды. Оның қыз екенін естіген әкесі дәрменсіз басын шайқады. Джин Хо да қатты көңілі қалды. Егер бұл бала болса, олар болашақта бірге бейсбол ойнауы мүмкін еді. Баласының дүниеге келгенін білген соң, екі ағасы да іс-қимыл жоспарын талқылау үшін ағасының үйіне асығады. Олардың ағасы оларға дәрменсіз түрде Меридің баланы өзі тәрбиелеуге бел буғанын айтты. Оның жеңгесі де Джин Хоға баланың әкесі болуға рұқсат беруден бас тартты. Енді ол не істерін білмей абдырап қалды. Екі інісі оны жігерлендіріп, күш жинауға шақырды. Бірақ ең бастысы, отбасындағы екі қарт Мери туралы білмеу керек еді. Екі інісі әлі күнге дейін інісін Джин Хоның баланы өзі тәрбиелегені жақсы болатынына сендірді. Осылайша, отбасындағы қарт әке мен шешесі баланы сөзсіз жақсы көретін болады. Мұны жүзеге асыру үшін інісі Меридің әкесінен оны қамалдың астына қоюды өтінді. Бұл олардың қымбат қызын құтқарудың жалғыз жолы. Бұл мәселеге үлкен ағасынан гөрі екі інісі көбірек алаңдады. Барлығы Меридің болашағына алаңдады. Тек Мери ғана бұл адамдардың артық екенін сезінді. Ол баласын ешкім тәрбиелейді деп күтпеген. Мери 2 жаста болғанда анасының қасында сирек бақытты болып өсетіні белгілі болды. Сондықтан ол баласының өзі сияқты болмау керек деп шешті. Ол баласын ешқашан тастамайтынын және оған шын жүректен қамқорлық жасайтынын айтты. Алайда бұл сөздер анасын қатты ренжітті. Бұл анасының үйде қалып, оған қамқор болғысы келмеген емес. Мәселе мынада, ол ауруханада жұмыс істеп қана қоймай, күйеуінің туыстарына да қамқорлық жасау керек еді. Ақырында ол тіпті қонақ үйде толық емес, жұмыс істеуге мәжбүр болды. Анасы ашы көз жасын төгіп, қайта сөйлеспеді. Ақыры Мери ата-анасын қуып жіберді. Ол баласын сау етіп өсіре алатынына сенімді болды. Алайда, баласын тәрбиелеуге үйге әкелген алғашқы күні, ол жүйке ауруына шалдығудың алдында тұрды. Бала ішіп, жеп отырды, бірақ жылай берді. Ол жатқан бойда бірден оянып, жылай берді. Бұл Меридің 5 минут болса да ұйықтай алмауына себеп болды. Ол нәрестеде бірдеңе дұрыс емес деп ойлап, түн ортасында дәрігерге баласын құтқару үшін ауруханаға жүгірді. Бірақ дәрігер баланы тексергеннен кейін бәрі жақсы болды. Бала бірнеше күн қатарынан осындай күйде болды. Сайып келгенде, бұл бұрын анасына бала күтіміне көмектесуден бас тартқан Меридің мүлде есінен танып қалуына себеп болды. Ол ақырында шындықты түсінді. Ал анасының бұрын айтқандары тек тамақтандыру мен жаялықты ауыстырумен ғана байланысты емес. Бұл рас. Ақырында бірнеше күн бойы ояу жүрген Мери баласы мен ағасының үйіне жасырын кіріп кеткен. Ол бұрын тым менмен болғанын, енді бала тәрбиелеуге мүмкіндігі жоқ екенін түсінді. Мұны білген соң, әкесі асығыс әйеліне қызының оларға қонаққа келетінін айтып, сол жерге барып қарауын өтінді. Алайда, қызы үшін қатты уайымдаған анасы бұл хабарды естіп, қызымен кездесуден аулақ болғысы келді.
ол оған енесіне тамақ әзірлеу керек екенін айтты. Бірақ ол ешқашан үйден шықпады. Керісінше, ол бірдеңені күтіп тұрғандай мазасыз болды. Әкесі қатты арықтап, салмағын жоғалтқан қызына қараса, ол қатты ренжіді. Осы кезде Мэри әкесін қайта көріп, бұдан былай шыдай алмады. Ол оған басынан кешкендерінің бәрін айтып берді. Мұны өз басыңда бастан өткеру арқылы ғана шындықты түсінуге болады. Қарттардың кеңесіне құлақ аспасаң, қиналасың. Мэри оған соңғы бірнеше күнде бала тәрбиелей алмаған кездегі көңіл күйі туралы көзіне жас алып айтып берді. Әкесі де оған анасының көмегінсіз баланы дұрыс тәрбиелей алмайтынын ашық айтты. Мэри өзінің некесіз жүкті болғанын, содан кейін үйіне оралып, баласымен бірге тұратынын ашық айтқысы келді. Оның әкесі Мэриді тек өзі туралы ойлайтыны және ата-анасының сезіміне ешқашан мән бермейтіні үшін тікелей сөгіп тастады. Анасы оның кесірінен өлгісі келді. Ол болашақта баласымен бірге өмір сүрудің қиындығына алаңдады және ол қартайып, жалғыз қалғанда не істейтіні туралы. Егер ол ата-анасының кеңесіне құлақ асып, баласын асырап алуға берсе, бұлай болмас еді. Бірақ Мэри әлі де баласын ешқашан бермейтінін айтты. Әкесі оны тағы да сендіре алды. Онда баланың әкесі Джинхо болсын. Сондықтан ол баланы дұрыс тәрбиелеуге көмектесе алады. Бұрын бұл жоспардан үзілді-кесілді бас тартқан Мэри ақыры көнді. Мэридің әкесі бұл жаңалықты екінші және үшінші ұлдарына жеткізу үшін қуанышпен көшеге жүгірді. Сосын тез телефонын алып, кенже ұлының келуін өтінді. Мэри інісіне сәбидің әкесі болуына рұқсат бергені үшін ұялды. Алайда ол інісінің сәбидің әкесі болып қалуын қаламады. Оның орнына ол баланы қайтарып алып, бала балабақшаға бара алатындай есейген кезде оны өзі тәрбиелейді. Джин Хо ештеңе сезбеді. Ол әпкесіне көмектесе алатын болса, бәрі жақсы болды. Мэридің анасы қызының ақыры сәбиінен бас тартуға келіскенін біліп, ауыр жүкті көтерген жүрегінің ақыры босап кеткенін сезді. Осыдан кейін ол бірден азық-түлік дүкеніне барды. Оның үйде күткен жаңалығы мынада болды. Егер Мэридің анасы шешім қабылдағанға дейін қызын көруге барса, Мэридің анасы бұл қызының мақтанышына нұқсан келтіретінін сезетін еді. Тіпті үлкен төбелес болуы мүмкін. Осылайша анасы қызын көруден аулақ болды. Ол қызын соңғы абыроймен тастап кетті. Мэри сәбиінің демалуына мүлде қарсы болған жоқ және тек келесі бірнеше күнде дұрыс ұйықтаумен айналысты. Джин Хо осы уақытқа дейін ең бақытты адам болды. 25 жасында ол тіпті қыздың қолынан ұстамай-ақ әке атанды. Бұл туралы ештеңе білмейтін атасы мен әжесі кенеттен пайда болған немересіне тоймай қалды. Атасы Джин Хоға тезірек барып, баланың анасын табуды бұйырды. Джин Хо баланың анасының еш жерден табылмағанын ғана айта алатын. Джин Хоның ағасы да өтірікті жасыру үшін Джин Хомен ынтымақтасады. Бірақ атасы дәстүрлі көзқарасты ұстанған. Бала анасыз өмір сүре алмайды. Біз оны қайтарудың жолын табуымыз керек. Нэридің анасы ақыры баланы үйде қолына алды. Ол кішкентай кезінде Нэриге ұқсайтын. Ол да сондай мазасыз, үнемі жылайтын. Сол күні анасы Мэридің өз өмірін қиғанын біліп, ашуланды. Ол ашуланып, Мэриді жерге итеріп жіберіп, ұрысып қалды. Бәрі Мэридің қыңыр тілектеріне сай болды. Неге ол әлі де өз өмірін қиғысы келді? Мэри өзінің қателескенін сезбеді. Бірақ оның орнына ол жылап, қазіргі өмір ол қалағанда емес екенін айтты. Және ол ешқашан өзін ер адам тастап, үйленбеген ана болады деп ойламаған. Мэри анасынан оны дәл қазір жіберуін өтінді. Ол босанғаннан бері 7 күн бойы ұйықтамады және жай ғана дәрі ішіп, жақсы ұйықтағысы келді. Онымен ешқандай қиындық болған жоқ. Анасы 1 жыл бойы көрмеген қызын көргеннен бері ол оның алдында үлкен көлемде пайда болды. Іші, ол жылады. Тағы да оның көзіне жас келді. Ол әрқашан өзіне соқыр сеніммен қарайтын қызын көрді. Және ол ашуланды. Ол қалайша осындай пайдасыз қызды дүниеге әкелді. Тәтесі жеңгесі Мэриге босанғаннан кейінгі депрессияға ұшырауы мүмкін екенін айтты. Кеше кешкі ас ішіп отырғанда кенет көзінен жас ағып кеткенін көрді. Осы кезде сәл күш-қуаты қайта оралған Мэри дірілдеп бөлмеден шығып кетті. Ол өмірдің мұндай сырына шыдай алмады. Ол атасы мен әжесіне бәрін айтқысы келді. Сонда ол баласымен үйде ашық тұра алар еді. Осылайша ол балаға ешкім қарамайды деп уайымдаудың қажеті болмас еді. Және ол күннен күнге өсіп келе жатқанда ол баласының жанында қала алады. Мэри апай оның шындықты айтуына тез кедергі келтірді. Өйткені егер ол мұны істесе, екі қарты адам ол үшін өтірік айтқан адамға ашуланатын еді. Және олар мұндай соққыға шыдай алмас еді. Болжау мүмкін емес нәрсе болар еді. Мэри анасын өгей шешесіндей қарады деп айыптап, баласын одан алып кетіп, оны шығарып салуға шақырмай ақ өзін осы жерге қамап тастаған. Анасы оның сылтау іздеп жүргенін сезді. Соның салдарынан екеуі қатты ұрысып қалды. Мэри тынышталған кезде анасы оның үйге келуіне кедергі жасамады. Бірақ Мэридің өзі оның қазіргі көңіл күйін ақтайтын себеп ойлап табуы керек еді. Дегенмен Мэри әлі де шындықты айтуды талап етті. Мен баламды үйде тәрбиелеп жатырмын. Анасы да оған кедергі жасамады. Бірақ оның салдары үшін Мэри жалғыз өзі жауапты болды. Мэридің анасы оның осындай қызы бар екеніне қатты ренжіді. Ол оны жақсы жағынан көндіруге тырысты. Бірақ Мэри ештеңе тыңдағысы келмеді. Ол соқыр өзіне сенімді және қыңыр болды. Және көзге түсіп, өзінің тәкаппарлығын көрсеткісі келді. Ол ешқашан айналасындағы адамдардың сезімімен санаспаған. Кейінірек Мэри қайтып келіп, анасына тәтесінің оған тым қатал қарағанына шағымданды. Оның сөздері мен дауыс ырғағы анасының жүрегін жұмсартып, оны қайтаруға мәжбүр етті. Анасының амалы қалмады. Өйткені бұл оның құрсағында 10 ай бойы көтеріп жүрген сәби еді. Ол Мэриді атасы мен әжесімен таныстыру үшін ғана әкеле алатын. Мэри шындықты айтуды талап еткенімен, ақыр соңында мәселенің маңыздылығын ескере отырып, оның мұны істеуге батылы жетпеді. Әкесінің көмегімен ол өтірік айтты және Мэридің жұмысының қарқындылығына байланысты, денсаулығына байланысты проблемалары бар екенін айтты.
енді ол жұмыстан шығып, біраз уақыт үйде болу керек, демалу үшін. Бұл туралы атасы мен әжесі естігенде, олар немерелерінің денсаулығына қатты алаңдады. Олар Мэриге үйде қалып, демалуды бұйырды. Сондықтан Мэри осы өтіріктің арқасында қызымен бірге осы отбасында жан тыныштығымен өмір сүрді. Ол қызының анасы бола алмаса да, бұл оның қызына қамқорлық жасауына кедергі болмады. Ол оған қамқор екенін айтты. Бірақ шын мәнінде ол не істеп жатқанын білетін кейіп танытып, анасына бұйрық берді. Күтпеген жерден есік алдына Мэридің бұрынғы жігіті келіп, оны тастап кетті. Джинаны Мэридің екі інісі көшеде тоқтатты. Баланың биологиялық әкесі ретінде ол мұны жай ғана назардан тыс қалдыра алмайды. Генио баланы алып кеткісі келетінін айтты. Бұл Мэри үшін ең жақсы шешім. Осы кезде ағам дер кезінде шығып кетті. Джинхо Джинюге оның әпкесінің бұрынғы жігіті екенін тез айтты. Ағайдың ашуланғаны сонша, ол тістерін қайрады. Ол Джинхоға бұл туралы әкесі мен ағасына тезірек айтуын айтты. Олардың барлығы сыртқа шығып, осы ойыншыға жақсы сабақ берсін. Мэридің әкесіне телефон соғылған бойда таяғын алып, сыртқа жүгіріп шықты. Бұл кезде ағасы бұдан былай өзін ұстай алмай, төбелескісі келді. Ол Мэриді тастап кетті. Енді оның келіп, баланы алып кетуге батылдығы бар. Джин Хо ағасын абайсызда әрекет етпеу үшін оны қатты ұстайды. Ол Джин Юның әпкесі сияқты заңдарды білетінін біледі. Егер ол оны ұрса, бұл оның әпкесінің баласынан айырылғанына дәлел ретінде пайдаланылуы мүмкін. Джин Ю бүгін Мэриді көре алмайтынын түсінеді және басқа жолды табу үшін бірінші күні ғана кете алады. Осы кезде тісіне дейін қаруланған үшінші ағай кешігіп келеді. Ол бірнеше адамды сол ойыншының қашып кетуіне жол бергені үшін ұрсады. Жененің анасы мен әпкесі оны табу үшін Мэриге жеке баруға мәжбүр болды. Әпкесі Мэри ер адамның болашағы туралы ойланып, баланы оның тәрбиесіне береді деп үміттеніп, әдепті сөйледі. Мэри қайтадан жақсы адам тауып, жаңа өмір бастасын. Алайда, Ренджидің анасы бастапқыда Мэриге менсінбей қарап, бірден қатал сөйлей бастады. Бұл Мэри Чачаның күйеу баласы болған ұлын өмір бойы байлап қою үшін балалы болуға бел байлады деп сенді. Ол Мэриге бос сөз айтуды қойып, баланы беруді бұйырды. Ол Мэри баланы Джинюдің болашағын құрту үшін пайдаланады деп қорықты. Джинюдің анасы тәкаппар еді, ал Мэри одан да тәкаппар болды. Ол онымен сөйлесуге құқығы жоқ. Осы екі әйелмен сөйлесуге де әуре болған жоқ. Ол орнынан тұрып кетіп қалды. Ренджада анасы сияқты ойлады. Ол Мэри баланы қазіргі өмірін құрту үшін пайдаланып жатыр деп қорықты. Сондықтан баланы тезірек алып, жасыруға тура келді. Осы уақыт ішінде Мэри Рензоға түсік жасатуға мәжбүрлеген сәттен бастап, оның баламен де, онымен де қарым-қатынасы жоқ екенін айтып, өзінің тәкаппарлығын көрсете берді. Барлық байланыстарды үзгеннен кейін, ризашылық білдіретін жалғыз нәрсе оны ана еткен Джинни. Ақырында Мэри Джинниге егер ол қайтадан келіп, баланың ісіне араласуға батылы барса, онда ол Джиннидің әйелі мен қайын енесіне барып, бұл туралы оған бәрін айтып беретінін ашық ескертті. Ал бұл жолы Джинни бір рет ойланбастан қадам жасауға батылы бармады. Келесі күндері Мэри қызымен үйде тыныш өмір сүрді. Мэри мұнда қызымен 3 жыл бірге тұрғалы жатыр. Мэридің шығындарын үнемдеу үшін анасы оның қаладағы үйінен бас тартады деп үміттенеді. Күтпеген жерден Мэри ашуланып, мен үйден бас тарта алмаймын, деді. Егер мені қуып жіберсе, әлі де баратын жерім болады. Оның анасы үнсіз қалды және бұл алғысыз қызымен дауласқысы келмеді. Атасы мен әжесі Мэридің денесін тамақтандыру және оның денсаулығын жақсарту үшін жоғары сапалы сиыр бауырын арнайы дайындаған. Бірақ Мэриге бұл мүлде ұнамады және ол сиыр бауырын інісінің ыдысына лақтырып жіберді. Мұны көрген әкесі Мэриге тез арада оны жеуге белгі берді. Егер өтірік ашылса, оның атасы мен әжесі мұндай соққыға шыдай алмас еді. Мэри күн сайын өте бос өмір сүрді. Балалар одан ешқашан оларға қамқорлық жасауын сұраған емес. Бір күні әжесі сүрініп, баланы құшақтап құлап қала жаздады. Бұл Мэриді қатты қорқытқаны сонша, ол атасының қолын жумай-ақ қызының нәзік жүзіне қолын тигізетінін көріп, сол жерде өліп қала жаздады. Мэри атасы мен әжесінің бала күтімінде мүлде тәжірибесі жоқ деп ойлады. Ол болашақта анасының балаға жалғыз өзі қарауын және бала күтімі туралы ештеңе түсінбейтін ата-әжесінің оған қарауына жол бермеуін талап етті. Мұны естіген анасы ашуланып кетті. Ата-әжесі баласын қалай тәрбиелеуді білмеуі мүмкін. Оның әкесі мен екі ағасы атасы мен әжесінің қолында өскен. Анасы ғашық Мэриге аузын жабуға кеңес берді. Алайда анасы күн сайын нәресте мен Мэриге қамқорлық жасап қана қоймай, үнемі сергек болуға мәжбүр болды. Мэри мен баланың қарым-қатынасы туралы оның атасы мен әжесі білді. Бірақ Мэри бұған мән бермейді және ол әрқашан баланы жасырын түрде бөлмесіне апарады. Теориялық тұрғыдан алғанда, тәтесінің жиенін жақсы көруі табиғи нәрсе. Бірақ Мэри әжесі кішкентай кезінен бастап бағып өсірген адам. Мэри үлкен әпкесі сияқты екі інісі үшін ешқашан алаңдамайтын. Керісінше, ол оларға өте немқұрайлы қарайды. Егер ол кенеттен қазір нәресте туралы қатты уайымдай бастаса, бұл оның кемшілігін ашатыны сөзсіз. Алайда Мэри мұның үлкен мәселе екеніне сенбейді және жай ғана шындықты айтады. Мэридің пікірінше, үйленбеген ана болу қылмыс емес. Оның орнына ол қазір анасын бәрін сол күйінде істегені үшін кінәлап отыр. Тек номиналды түрде баланың әкесі болып табылатын ағасына Мэридің бақылауымен балаға жақындауға рұқсат етілмейді. Оның беті мен аузын жумай-ақ балаға жақындауына рұқсат етілмейді. Оның үстіне Мэри де анасынан отбасының қалған мүшелеріне бұл ереже туралы айтып беруін өтінді. Бұл кезде әжесі келіп, баланы алып кететін болды. Мэри аяғын дұрыс қозғалта алмаймын деп қорықты. Сондықтан ол баланы қайтадан қолына алуға рұқсат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Ол тіпті атасына болашақта әжесі балаға тиіспес бұрын көшеден қайтып келгенде қолын жууы керек екенін ашық айтты. Осылайша
анасы оны күн сайын өлімге дейін қорқытатын Меримен күресуге шынымен де мүмкіндігі болмады. Бұл күні балаға екпе алу керек. Мери не болса да онымен бірге жүруді талап етеді. Әжесі Мери баламен бірге барса, отбасына ұят әкеледі деп алаңдайды. Мери ата-анасының қамын ойламайды. Ол әжесіне басқалардың не ойлайтынына алаңдамауды және оған мән бермейтінін айтады. Мери ауылдық ауруханада жақсы технология жоқ деп алаңдайды. Сондықтан ол баласына екпе алу үшін жүздеген шақырым жол жүріп, ірі қалалық ауруханаға баруы керек. Ауруханада қалғандардың барлығын әкелері мен аналары ертіп жүреді. Меридің анасы Меридің болашақта баласына не істейтініне қатты алаңдайды. 3 ұлдың кенжесі ғана тұрмысқа шыққаннан бері балалы болған жоқ. Әжесі қуанышын бөлісу үшін баланы кенже жеңгесіне береді. 3-ші ұлы келіп, сүйікті әйелінің баласын қолында ұстап жылап жатқанын көргенде, ол не болғанын сұрауға асығады. Әйелі оған бірден енесінің қысым көрсетіп жатқанын айтады. Ол бала көтере алмайтынына көңілі қалғанын айтады. 3-ші ұлы бірден ашулана бастайды. Оның әйелі оның жүрегінің қазынасы және оның аздап қиналғанын көру оған төзгісіз. Балалы бола алмаса да, ол әйелін әрқашан қолында ұстап, оны қорғауға дайын. Ол балалар туралы алаңдамай, бақытты отбасылық өмір сүруге үміттенеді. Ол ағасы мен екінші ағасы сияқты балаларға алаңдамайды және оған күнәкар сияқты қарайтын болады. 3-ші ағасы Меридің әкесіне оның некесіз баласы бар екендігі туралы шындықты айта жаздады. Бақытымызға орай, Меридің әкесі оны асығыс және қатты дауыспен тоқтатты. 3-ші жеңгесі күйеуінің тіпті қайын-енесімен ұрысып қалғанын көргенде, ол тез есін жиып, орнынан тұрып кетіп қалды. Сол күні атасы Нериді матч серіктесімен таныстырғысы келді. Нери енді махаббатқа сенбейді және баласын жақсы тәрбиелегісі келеді. Сондықтан ол соқыр кездесуге барғысы келмейді. Бұл жолы атасы Неридің мінезінің бақылаудан шығып кетуіне жол бермейді. Оның ата-анасы Мериді үнемі еркелететін. Бірақ атасы ретінде ол Меридің жалғыздықты жалғастыруына жол бере алмайды. Егер ол баяулай берсе, оны ешбір ер адам қаламайды. Әрине, Меридің ата-анасы оның соқыр кездесуге баратынына келіседі. Оның үстіне бұл кісінің отбасы да өте ауқатты. Ол небәрі 40 жаста. Оның анасы Меридің 36 жасқа дейін тұрмысқа шықпағаны және балалы болмағаны үшін әрқашан өзін кінәлі сезінетін. Егер Мери бұл адамды әкесіне айналдыра алса, бұл өте жақсы болар еді. Ал егер Мери соқыр кездесуге бармағанда, атасы олардың бәріне кінәлі болар еді. Алайда Мери тек өзінің сезіміне алаңдап, соқыр кездесуге барудан үзілді-кесілді бас тартты. Ол тіпті бай болған бұл кісінің 40 жасқа дейін неге үйленбегеніне таңғалды. Оның жалғыз түсіндірмесі ер адамның физикалық проблемалары бар. Меридің анасы Меридің жаңа ғана айтқан сөздері оған да қатысты болуы мүмкін екенін ашық айтты. Олар тағы ұрысып қалды. Оның қызы әрқашан сондай тәкаппар және қорқынышты болатын. Ал анасы жай ғана болжамнан адасып қалды. Ол атасының некесімен келіспесе де, атасына жүзін көрсету үшін соқыр кездесуге баруға мәжбүр болды. Ақырында бұл нәтиже берді ме, жоқ па? Ол ең болмағанда атасына жауап берді. Ол екеуінің де қажетсіз жауапкершілікке тартылуына жол бермес еді. Мери іштей қатты ашуланды. Ол ата-анасы оны түсінбейді деп ойлады. Ол баланы қолына алып, ұйықтау үшін бөлмесіне қайтты. Анасы Меридің қыңырлығы баланың шынайы болмысына опасыздық жасайды деп қорықты. Алайда 10 минуттан аз уақыт өткен соң, Мери анасының келуін күтпеді және баланы тек мойынсұнушылықпен қайтара алды. Ол анасына балаға шынымен қамқорлық жасай алмайтынын айтты. Ол анасы оған қарыздар сияқты әрекет етті. Осыны айтып, артына қарамай бірден кетіп қалды. Олардың қызы соқыр кездесуге барудан бас тартқандықтан, ата-анасы Мериге атасына тағы да өтірік айтып, сылтау табуға көмектесуге мәжбүр болды. Атасы да қатты ашуланып, үнемі балаларды қарсы алуға баратын. Және олар ата-ана сияқты әрекет етсін. Олардың да ата-ана болу жауапкершілігі бар. Мери ата-анасының атасынан төмен екенін көрді. Сондықтан ол өзін қорғауға дайын болды. Оның әкесі тез арада Мериге ата-анасының сезімін ескермейтін, бағынбайтын мінез-құлқы үшін оны тоқтату туралы белгі берді. Сондықтан Мери соқыр кездесуге бармас үшін үйде тығыла берді. Ол телефонға жауап бермеді. Оның ойынша, ол қазір Құдайдың өмірімен өмір сүріп жатыр. Ал тамақ пен киім тікелей оның есігіне жеткізілді. Ол ешқашан уақытын далаға шығуға арнаған емес. Тамақ ішу және көңіл көтеруден тұратын бұл өмір оның соңғы 10 жылдағы ең қызықты уақыты болды. Оның анасы үнсіз қалды. Нери өзінің алаңсыз өмірі анасының азабына негізделген деп ешқашан ойламаған. Өйткені оның соқыр кездесуге барудан басқа амалы қалмады. Нери кетер алдында баласын әжесіне тапсырған. Бірақ ол әжесі балаға қамқорлық жасай алмайды деп қорықты. Сондықтан ол әжесіне балаға қалай күтім жасау керектігі туралы егжей-тегжейлі нұсқаулар берді. Ол баланы қашан тамақтандыру керектігін және жасанды сүтті қандай температурада қолдану керектігін қағазға түсіріп қана қоймай, тамақтандыру уақыты әлі келмеген кезде нәресте жыласа не істеу керектігін де жазып алды. Баланы кесте бойынша қатаң тамақтандыру керек. Оны өзіңізбен бірге адамдар көп жиналатын немесе шаң жиналатын жерлерге апармаңыз. 2 ұрпақ тәрбиелеген әже де мұны естігенде абдырап қалды. Ұйықтап жатқан айдаһар бар жерде жас феникс те бар. Олар кездескен бойда бір адам Мериді өте әдемі болған үшін мақтады. Мери қатты қуанды. Содан кейін ер адам Меридің оның түрі емес екенін ашық айтты. Оған майлы, бірақ майлы емес түрлер ұнады. Бұл кісінің Мери сияқты отбасына аша алмайтын сыры бар екені белгілі болды. Бұл кісі шекараны заңсыз кесіп өткен 200 фунттық әйелге ғашық болып, тек оған үйленіп,
содан кейін отбасына мойындауға мәжбүр болды. Сондықтан ол күнге оның есебінен ешқандай иллюзия болмауын және бұл соқыр кездесудің жай ғана формалдылық екенін айтты. Мэри бұған өте риза болды. Ал ер адам бұл ресми соқыр кездесуді керемет түшкірумен аяқтады. Мэри анасының кеңесін елемей, нәрестеге жақындай берді. Тіпті онымен жалғыз қалғанда өзін анамын деп атады. Бірақ өзен бойымен жүре берсең, ерте ме, кеш пе аяғыңды сулайсың. Сол күні әжем кездейсоқ есіктің сыртындағы Мэридің баланың анасын шақырғанын естіді. Ол өз құлағына сене алмады. Мэри, судья, әрқашан біздің отбасымыздың мақтанышы болды. Ол өзінің некесіз балалы болатынын елестете де алмады. Бірақ ол кезде Мэри тек өзіне ғана көңіл бөлетін. Ол әжесін баланың некесіз туылатынына мән бермейтініне сендірді. Бірақ сол кезде әжесінің жүрегі Мэридің бұл әрекеті оның сүйікті ата-анасына тигізген азабынан жараланды. Шындық ашылды. Джинхо әпкесі үшін алаңдап, ол туралы тек жақсы нәрселерді айта берді. Ол әжесінен әпкесін кінәламауын өтінді. Өйткені оның әпкесі еш нәрсеге кінәлі емес. Әжесі тек атасы екеуінің шындықты білмейтінін білгенде, ол одан сайын ауыра бастады. Бүкіл отбасы сатқын немересіне оларды алдауға көмектесу үшін сөз байласты. Минхо телефон арқылы әпкесіне сақтық танытқаны үшін ұрысып қалды. Бірақ ол әрқашан оның кеңесін елемей, немқұрайлы қарайтын. Бұл туралы әжесі ақыр білді. Оның істегенінің бәрі күлкілі. Мэри ағасы сөзін аяқтамай тұрып, ашуланып, телефонды қойды. Үйде не болғанын білмеген үш ағайынды әйелдерімен бірге лагерде қуана демалды. Осы кезде Мэри анасына телефон соқты. Бірақ ол оған әжесінің бұл туралы қалай білгені туралы шындықты айтпады. Анасы Мэриге балаларына тым жақындамауды үнемі айтатын. Бірақ ол оған мойынсұнбай, ақыры айналасындағылардың сезіміне қарамай шындықты ашты. Ашуланған анасы трубканы қойды. Мэри шынымен де барлығын қиын жағдайға душар етті. Отбасының жорықты жалғастыруға көңіл күйі болмады. Сол түні олар үйге көлікпен баруға мәжбүр болды. Дүниенің ақыры таяп қалғандай, барлығының жүздері жансыз еді. Олар келесі жолы қарт әкесінің көзіне қалай қарау керектігін білмеді. Әжесі шындықты білсе де, атасынан жасыруды жөн көрді. Ол кезде олар жас еді. Балаларын тәрбиелеу үшін аянбай еңбек етті. Сонымен қатар, оларда бұрыннан бері көптеген аурулар жинақталған. Олардың жасында олар қазірдің өзінде өлім аузында еді. Әжесі атасының мақтаншақ немересінің мұндай ұятты әрекетке барғанын білгенін қаламады. Сондықтан ол бұл құпияны атасы қайтыс болғанға дейін сақтамақ болған. Бірақ Мэри мұны істегісі келмеді. Әжесі Мэридің анасы қайтып келгенде оған қатты ұрысып қалды. Бұл кезде Мэридің анасы қайын енесінің алдында ұялатын. Ол қызына сабақ бермегені үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Ол Мэриді кінәламады. Керісінше, ол Мэридің жағдайы шынымен қиын екенін айтты. Содан кейін ол көзіне жас алды. Енді оның анасы шүкіршілік етпейтін қызы үшін жауапкершілікті өз мойнына алып қана қоймай, кінәні енесінен де өз мойнына алу керек. Келіні ретінде ол бұл отбасында шынымен де қиналып жүр. Джин Хо әлі жас болса да, ол барлық жағдайды тұтастай анық көре алады. Ол енді анасының ренжігенін қаламайды, және ол басқалардың да қиналғанын қаламайды. Ол тек әпкесін әжесіне мойынсынуға және атасына шындықты айтпауға көндіре алады. Әйтпесе, атасы екінші ағасын, үшінші ағасын және басқаларды жазалайды. Джин Хо да әпкесінің болашағын ойлайды. Егер ол жалғызбасты ана ретінде өмір сүрсе, бұл оның болашақ өмірі мен жұмысына әсер ететіні сөзсіз. Джин Хо әрқашан баланың әкесі болуға дайын екенін білдірді. Тіпті болашақта үйленгенде әйеліне де баланы асырап алуға рұқсат беретініне уәде берді. Алайда Мэридің жүрегінде шын мәнінде өзімшіл жауап болды. Ол ағасына қамқорлығы үшін алғыс айтқаннан кейін оны қуып жіберді. Сонымен бірге үрейленген үш ағайынды бұл мәселені қалай шешуге болатынын талқылау үшін қайта жиналды. Үшінші ағасы алдымен шындықты жасыру керек деп ойлады. Егер ақыр соңында олардың әкесі бәрібір білсе, сонда олар анасын кінәлауы мүмкін. Олар анасының ешкімге айтпауды талап еткенін айтуы мүмкін. Осылайша анасы әкесінің ашуын оларға қарсы қояды. Және олар өлтірілмейді. Мэридің әкесі үшінші ағасын анасын қалқан етіп пайдаланғаны үшін қорлады. Екінші ағасы әйелінің пікірін сұрады. Оның әйелі үшінші ағасының арам пиғылын құптамады. Қазіргі уақытта олардың енесін өзімен бірге алып жүрудің қажеті жоқ. Мәңгілік болатын сыр жоқ. Қайын атасының бұл туралы өлмес бұрын білуіне еш кедергі жоқ. Ол мұны оған жай ғана айтқан дұрыс деп санайды. Екінші ұлы әйелін қолдау үшін бірден қолын көтереді. Бірақ үшінші келінінің өз проблемалары бар. Ол қайын атасы шындықты айтып, баласын баласыз ерлі зайыптылардың тәрбиесіне Мэриге беруге мәжбүрлей ме деп ойлайды. Мэридің қайын атасы оған уайымдамау керектігін айтады. Біріншіден, оның мұндай ойлары ешқашан болған емес. Ол ешқашан басқа біреудің баласын тәрбиелеуіне жол бермес еді. Ұзақ талқылаулардан кейін топ ешқандай маңызды қорытындыға келмеді. Мэридің қайын атасы әйелінің пікірін сұрауға шешім қабылдады. Енді оның да шаршағанын сезінген әйелі Мэридің болашағы үшін қорқып өмір сүргісі келмеді. Ол шындықты айтып, оны тоқтатуға келісті. Сол кезде Мэри атасына шындықты айтуды ұйғарды. Ол ашық өмір сүргісі келді. Содан кейін баласымен бірге кеткісі келді. Бұл жағдайда Мэридің әкесі тек анасының кеңесіне құлақ аспай, әйелі мен Мэридің қалауына сәйкес атасына шындықты айтуы керек еді. Мэридің әкесі әйелінің бәрін түсіндіру үшін Мэриді әкесіне апарғанын қалады. Мэридің анасы ешқашан мұндай ақымақтық жасамас еді. Мэридің әкесі Мэриді атасының үйіне жеке өзі әкеліп, оған бар шындықты айтқан кезде қорқыныштан дірілдеп қалудан басқа амалы қалмады. Атасы қатты ренжіп, оны қабылдай алмады. Үш ұлының басына осындай жаман ой келді деген ой оны қатты ашуландырғаны сонша, ол таңғы асында ішпей үйден шығып кетті. Мұны көрген қалғандары оны бірден қуып жіберді. Атасы кенет тоқтап,
оларға келуді бұйырды. Сосын олардың әрқайсысын шапалақпен ұрды. Ата ақыры оларды бір күнде 18 банка кимчи маринадталған жағдайда ғана кешкі асқа үйлеріне қайтуға болатынын айтып жазалады. Бұл үш үлкен ұлды қатты шаршатты, және олар арқаларын түзей алмады. Екінші ұлы бүгін кешке әйеліне үй тапсырмасын қалай орындау керектігін түсіндіре алмайтынына шағымданды. Меридің әкесі оны мектепті бітірдім деп мазақ етті. Сондықтан ол үй тапсырмасын тапсырудың қажеті жоқ деп бақытты болды. Сол күні кешкі ас кезінде атасы әлі де жүрегінде өте бақытсыз болса да, Меридің некеден тыс жүктілігіне байланысты ол енді ашуланбады. Оның орнына ол үлкен ұлының онсыз да қурап қалған денесіне жаны ашыды және оған өзі дайындаған қоректік сорпаның біразын ішуге рұқсат берді. Осы кезде Мери ақыры бар ауыртпалығын тастап, өзін жеңіл сезінді. Енді жұмбақ шешілгеннен кейін ол баланың және бүкіл отбасының анасы ретінде ашық өмір сүре алады. Ол атасынан ешқандай жаза немесе сөгіс алған жоқ. Өйткені оның ата-анасы мен нағашылары ол үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алып қойған. Мерия отбасындағы ең перспективалы адам. Әлі күнге дейін ол құпия ашылғанға дейін заңгерлік мансабына қайта оралады деп үміттенген. Мери үйде қалып, өмірден ләззат алғысы келді. Енді жұмбақ шешілгендіктен ол сыртқа шығып, баламен жалғыз күрескісі келмейді. Алайда, атам шынымен де Мериге жаны ашымайды. Ол үйде ештеңе істей алмайды, және әлі күнге дейін атасының алдында мақтан тұтатын данышпан болып қала береді. Түннің бір уағында ұйықтауға дайындалып жатқанда, Меридің әкесі әйелінің үй тапсырмасынан шаршағанына жаны ашиды және оған сүйіспеншілікпен массаж жасайды. Меридің анасының өмірден ләззат алып жатқанын көріп, Меридің әкесі ерекше қабілеттерін көрсетеді. Күтпеген жерден олардың интимдік дыбыстарын ваннаға барған атасы естіді. Ол ұлының тоник сорпасын ішіп, 18 жасқа толғанына қатты қуанды. Сырттай қарағанда, атасы Мериге ұрыспаған, бірақ жүрегінде ол әлі де Меридің ісіне көңілі толмайтын. Таңғы ас кезінде ол әжесіне еш себепсіз ашуын басқан. Әжем үнсіз қалды. Осыншама қартайған шағында ол әлі де осылай азап шегуге мәжбүр болды. Мен атамның күнде не ойлайтынын білмеймін. Ол еш қиналмаған кезде үнемі қиналады. Меридің әкесінің денсаулығы жақсы ма деп асығыс келді. Атасы шағымданды. Басқа адамдардың немерелері қазірдің өзінде өз отбасылары мен мансаптарын құрып үлгерді. Бірақ бұл немерелерім менің басымды ауыртады. Меридің әкесі Меридің баласымен үйде тұрғанына әкесі мұңаяды деп ойлады. Ол бірден Мериді қуып шығарып, өз бетімен өмір сүргісі келетінін айтты. Мұны естіген атасы одан бетер ашуланып, қыңырлығы үшін ұрысып қалады. Сонда Меридің әкесі әкесінің не қалайтынын түсінді. Меридің әкесі үлкен ұлына серіктес тауып, тезірек үйленуге кеңес берді. Атасы өмір сүруге деген құштарлығын жоғалтты. Өйткені олар ешқашан отбасын құрмаған. Нери атасы туралы көп естіген. Ол Минхоның жағдайы жақсарады деп үміттенеді. Оның әкесі Минхоға келесі жылдың мамыр айына дейін үйленетінін айтты. Алайда Меридің әкесі үлкен ұлын басқара аламын деп ойлады. Үйге оралғанда, ол әйелі мен Мериге Минхоның келесі мамырда үйленетінін айтты. Алайда Мери салтанатты түрде әкесіне суық су құйып, Минхо бір кездері оған өмірінде ешқашан үйленбейтінін және өмір бойы бойдақ болып қалғысы келетінін айтқанын айтты. Мен оның бұлай айтқанының себебі бар деп ойладым. Бұл оның әкесін қатты ренжітті. Өйткені ол тәрбиелеудің мәні оған үйленіп балалы болу. Оның баласы шынымен де әйелдерге қызықпады ма? Біраз уақыттан бері әкесі ұлын гей болуы мүмкін деп ойлады. Әкесі неғұрлым көп уайымдаса, соғұрлым ол мұны растау үшін барып ұлын тапқысы келді. Әрине, Минхо шынымен үйленгісі келмеді. Бірақ бұл оның гей болғандықтан емес. Бұл оның қиын отбасылық өмірмен айналысқысы келмегендіктен болды. Ол сондай ақ өмірінің соңына дейін әйел үшін жауапты болғысы келмейді және бала тәрбиесі мен басқа да міндеттемелердің ауыртпалығын көтергісі келмейді. Еркін құс сияқты өз бетінше өмір сүру керемет. Минхо тіпті көптеген достарының бақытсыз екенін айтты. Өйткені олар үйленгеннен кейін бостандықтарын жоғалтты. Бірақ әкесі ұлының сөзімен келіспеді және салыстыру ретінде өзінің ұзақ отбасылық өмірін келтірді. Минхо әкесін арандатқысы келмеді. Оның көзінше әкесі де бостандығын жоғалтқан адам. Ол енді әкесімен дауласқысы келмеді. Сөйтіп артына бұрылып кетіп қалды. Нери жұмбақ шешілгеннен кейін баласы мен отбасының қамқорлығында өмір сүре аламын деп ойлады. Бірақ ол бұрынғы жігітінің оны жібермегенін ұмытып кетті. Сол күні Мериге әпкесі Джиню қайта қоңырау шалды. Джинюның анасы баласын алып кету үшін Меридің үйіне бармақшы болды. Бақытымызға орай Джинюдің әпкесі оны тоқтатты. Ол Мериге жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін қаламайтынын айтты. Сондықтан оның жеке өзі келіп, онымен айналысқаны дұрыс. Джинюдің анасы ешқашан бас тартпады және баланы Мериден тартып алуға тырысты. Бұл Мериді қатты алаңдатты. Ол тез киініп, кетуге дайындалып жатты. Алайда Меридің анасы қызы жағдайды дұрыс шеше алмай қалуы мүмкін деп қорықты. Сондықтан ол өзінің мақтанышына қарамай, онымен бірге жүруді шешті. Олар кездесе салысымен, Жаннидің анасы Меридің анасын қызын дұрыс тәрбиелемедім деп қорлады. Сондықтан ол баланы дүниеге әкелді. Меридің анасы баласын бергісі келмеді. Өйткені ол оны көбірек ақша талап ету үшін пайдаланғысы келді. Егер Мери оны қатты тартпаса, Меридің анасы Джинның анасының аузын жыртып алар еді. Бұл оның анасы еді. Оны жұлып алған Мери қатты ұрысып қалды. Ол мұндай отбасынан шыққан ұлын қалай тапты? Кім бірге тұрады және әлі де балалы болғысы келеді? Неліктен ол баласын бейқам отбасынан таңдады? Мери де жылағысы келді, бірақ жылай алмады. Ол сондай ақ отбасын шынымен ұятқа қалдырғанын сезді. Екінші жағынан, әкесі мен екі ағасы да Мери туралы қызу пікірталас жүргізді. Олар мәселенің шешімін іздеді. Баланы алып кетуге болмайды, ал Мери зардап шекпеу керек. Ақырында, егер олар бұл мәселені бір жола шешкісі келсе,
қайын атасы Джинюге бару керек деп шешті. Екі қарт ата-ана Мэридің басынан өткерген жағдайға әлі де таң қалды. Осы кезде Мэридің анасы күйеуінен екінші ұлының үйленбейтінін білген. Ол құстай еркін өмір сүргісі келді. Анасы асығыс Минхоны тауып алып, одан мұндай бос сөз ойламауын өтінді. Ол кәдімгі еркек сияқты әрекет етіп, үйленіп, балалы болуы керек. Ұлының ақтауын естіген анасы оны шапалақпен ұрды. Ол балаларын үлкен қиындықпен өсірді және олардан перзенттік қатынасты күтпеді. Кем дегенде, олар ата-аналарына қарсы болмау керек. Минхоның некесіз алаңсыз өмір сүруге деген сүйіспеншілігі оның дәстүрлі көзқарастағы ата-анасына қайшы келді. Бірінші, оның үлкен қызы ата-анасымен санаспай, некесіз жүкті болды. Қазір, оның екінші ұлы некесіз өмір сүргісі келді. Анасы жерде азап шегіп, сағынышпен айқайлап отырды. Ол мұндай балаларды қалай тәрбиелей алды? Әкесі, ер адам ретінде, ұлына жас кезінде әйелдердің жетіспеушілігі жоқ деп кеңес берді. Бірақ қартайғанда, қасыңда әйел болмаса, ақыры жалғыз өлесің. Үйленбейтін еркекті психопат деп атайды. Оны ешкім мазаламайды. Бірақ Минхо үйленбеуге бел буды. Оның ойынша, отбасында адам көп болғандықтан, ешбір қыз екіншісіне тұрмысқа шыққысы келмейді. Оның анасы Минхомен бұл пайдасыз мәселе бойынша дауласқысы келмейді. Олар келіндерін азаптауды ұнататын соншалықты ақылсыз адамдар емес. Өйткені, анасының Минхоға үйленемін деп қорқытудан басқа амалы қалмады. Мэридің анасы бөлмесіне қайтып келгенде ұйықтататын дәрі ішкен. Ол қызы мен ұлына келгенде ұйықтататын дәрісіз ұйықтай алмай қиналған. Анасы да балаларын бұл күйге нашар оқытқаны үшін келді деп ойлап, өзін кінәлады. Мэридің әкесі өте пессимистік көзқараста болды. Егер баласы мамыр айында үйлене алмаса, ол әйелін алып кетіп қалады. Ол бәрін ұмытып, соңғы күндерінде баласыз өмірден ләззат алады. Содан кейін ол бұл дүниеден әйелімен бірге кетеді. Алайда, осы сәтте Мэридің әкесі әлі тірі болған ата-анасына қаншалықты қиын болғанын түсінді. Олардың 3 ұлын тәрбиелеу қаншалықты қиын болды. Тентек балаларды тәрбиелеу шынымен де өте ауыр және дәрменсіз болды. Олар қамқорлық танытқысы келмеді, бірақ олар қамқорлықты тоқтата алмады. Олардың жасы 60-та еді. Оның қашан бітетінін білмеді. Келесі күні олар көздерін ашқан бойда ата-аналары Мэри үшін тағы да алаңдай бастады. Мэри бұл жолы бұдан былай шыдай алмаймын деп шешті. Егер ол онымен өмір сүрсе, бұл оған және оның отбасына шексіз қиындықтар әкеледі. Ол барып Джиннидің қайын атасына бала туралы айту керек деп шешті. Мэри бастапқыда өзі барғысы келді. Бірақ Мэри үшін бұл өте ауыр және өзін-өзі қорлайтын әрекет болды. Сондықтан көпшіл екінші ағай Мэри үшін араша түсуге шешім қабылдады. Жолға шықпас бұрын екінші ағай барлығына табысқа жететініне сендірді. Әрине, екінші ағай төраға пактан еш қорықпады және оған Джиннің некесіз бала тууына байланысты бақытсыздығы туралы шындықты айтты. Ол сондай-ақ төраға пактан Джиннің баланы алып кету әрекетін тоқтатуды сұрады. Әйтпесе, бұл уақыт өте келе белгілі болады. Бұл барлығына зиянды болады. Төраға пак заң фирмасын басқарады және саясатқа кірісуге дайындалуда. Джиню жанжалы оның отбасының беделіне әсер етпеу керек. Төраға пак бұл мәселені шешуге уәде берді. Ағам мұны құпия сақтайды деп үміттенемін. Джингюдің анасы мұны өз мойнына алды. Ол ұлының жағдайын қорғау үшін баланы алып кетуге мәжбүр болды. Енді ол Мэриді ашуландырып, ақыры бүкіл оқиғаны айтып берді. Джиннидің әпкесі ашуланып, Мэриді аяусыз болғаны үшін сөгіп, Джин Юны ауыр жарақаттады. Мэри мұндай ақылсыз адамға сөз жұмсамады. Егер олар үнемі қиындық тудырмаса, Мэри мұндай қадамға бармас еді. Ақыры бәрі тынышталды. Сол күні Мэридің сәбиінің 100-ші жылдығына арналған банкет болды. Бүкіл отбасы сәбиге қуанышпен батасын беріп, отбасылық суретке түсті. Атасы тіпті шөбересіне оған деген сүйіспеншілігін көрсету үшін 3 миллион бір сыйлық берген. Бұл қазірдің өзінде қаражаты тар Мэриге қатты әсер етті. Мэри атасының оған қаншалықты жақсы қарағанын ешқашан ұмытпайды. Атам ақыры сол сәтте ойында не болғанын айтты. Ол оны істегені үшін ешқашан кінәламаса да, бұл оның жүрегіне ауыр жүк болды. Бірінші атасы Мэриге заңгер ретінде өзінің алғашқы ұмтылыстарын ешқашан ұмытпауға және мұқтаж жандарға көмектесуге кеңес берді. Содан кейін ол оған баласын асырау үшін, көбірек ақша табу үшін басқа істермен айналысуға кеңес берді. Мэри шын мәнінде оның баласын дүниеге әкелгенін, Джинді ауқатты отбасынан қуып жібереді. Содан кейін баланың әкесі оған қайта оралады деген үмітпен ашты. Бірақ бәрі Мэри ойлағандай болмады. Оның алдында осындай азапты қарым-қатынаста өмір сүрген қызын көргенде, анасы өзін өте дәрменсіз және азап шегіп жүргендей сезінді. Егер осылай жалғаса берсе, қызының өмір бойы бақыты жоғалады. Күтпеген жерден анасының өзін бақытсыз сезінгені сонша шыдай алмағаны белгілі болды. Осы уақыт ішінде кенже ұлы оған тұрмысқа шығатынын жариялап, өлім соққысын берді. Мұны естіген анасы әп-сәтте ашудан жарылып кетті. Үйленуі керек адамдар үйленбейді, ал үйленбегендер мұны істеуге асығады. Джинхоның толық емес жұмыс күніндегі сіңлісі Хе Джин өрт кезінде үйінен айырылып қалған болып шықты. Үлкен қалада Хе Джиннің қоныстанатын бірде-бір жері болған жоқ. Үмітін үзген Хе Джин өмірінің соңына дейін өмір сүру үшін армандарынан бас тартып,
ауқатты адамға тұрмысқа шығуға бел буды. Ақ көңіл Джин Хо гигиенаның отқа секіргенін қалай бақылай алады? Ол гигиенаны отбасына қамқорлық жасау үшін үйлендіруге шешім қабылдады. Анасы бірден бас тартты. Ол тіпті өзін асырай алмады. Және ол тұрмысқа шығуды ойлады ма? Оның үстіне Джин Хоның ағасы мен әпкесі әлі үйленбеген. Ер адам ретінде әкесі кенже ұлының ерте тұрмысқа шығуы жақсы идея деп есептеді. Бірақ оның анасы қызының өзіне ойыншы табуына әлі де үзілді-кесілді қарсы болды. Оның тұрмысқа шыққанға дейін некесіз баласы болған. Менің екінші ұлым тұрмысқа шыққысы келмейді. Ал енді үшінші ұлы да ағасынан бұрын тұрмысқа шыққысы келеді. Анасы бұл фактіні шынымен қабылдай алмайды. Егер бұл шынымен де солай болса, онда ол шынымен өліп, өзін ұяттан құтқарғысы келеді. Тұрмысқа шығу бақыты бұйырмаған Джин Хо ақша алу үшін атасына барған. Ол мұрадан өз үлесін атасынан алдын ала алғысы келген. Мұны естіген атасы бірдеңенің дұрыс емес екенін сезіп, ақшасы жоқ екенін айтып, тез басын шайқады. Әкесі Джин Хоның әлі орта мектептің 3 курсында оқып жүрген және әлі 18 жасқа толмаған студентке тұрмысқа шығатынын білгенде, оның қан қысымы бірден көтеріліп, есінен танып қала жаздады. Егер анасы оның үйленетін адамының кәмелетке толмаған орта мектеп оқушысы екенін білсе, ол өзенге секірер еді. Чихо, алайда, олай ойламады. Ол бірнеше айдан кейін Хеджин ересек болады деп айтты. Оны асырай алмау мәселесіне тап болған Джин Хо тіпті бұл мәселеге байланысты барлық шығындарды атасы өз мойнына алатынын кәдімгідей қабылдады. Әкесі де Джин Хоның қызды үйіне қайтару үшін некені пайдалануына үзілді-кесілді қарсы. Ол кенже ұлына енді анасына зиян тигізбеуге шын жүректен кеңес берді және оған қызбен заңсыз қарым-қатынаста болмауды ескертті. Егер оған кәмелетке толмаған баланы зорлады деген айып тағылса, ол міндетті түрде түрмеге түсер еді. Сонда бүкіл отбасы онымен бірге құрып кетер еді. Бірақ дәл қазір Джин Хоның жүрегінде тек гигиена мәселесі болды. Ата-анасы оған көмектескісі келмегендіктен ол мәселені өзінше шешті. Сондықтан ол кез келген адамнан қарызға ақша ала бастады. Ақырында ол тіпті әжесінен 500 вон қарыз алды. Алайда әжесі Джин Хо ақшамен қиналып қалуы мүмкін деп алаңдап, бұл туралы Меридің анасына бірден айтты. Меридің анасы асығыс күйеуін тауып алып, оның несие беруге қатысы бар жоғын сұрады. Мұны естіген бойда ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Оның кенже ұлы осы жас қызбен қашып кету үшін ақша жинап алған болуы керек. Сондықтан ол тез арада екі інісіне телефон соғып, ақшаны қарызға алған бермегенін сұрады. Оның екінші ағасының әйелі қатал әйел болған, ақшасы да жоқ. Бірақ оның үшінші ағасы 1 миллион вон қарыз алды. Мұны естіген олар үй кітапшасының бар жоғын білу үшін асығыс ұлының бөлмесіне жүгірді. Осы кезде күйеуі ақыры оған ұлының үйленгісі келетін әйелдің кәмелетке толмағанын айтты. Меридің анасы екінші жағынан қазірдің өзінде 4 миллион $1 жинап үлгерген Джин Хоның гигиенамен бақытты кездесіп жүргенін және оған қолдау көрсету үшін оған үйленуді ұсынғанын естігенде оған сене алмады. Дәл осы сәтте оның телефоны шырылдады. Әкесі оған дәл қазір қайтып келіп, қателігін мойындауын айтты. Әйтпесе анасы үлкен қиындыққа тап болар еді. Джин Хоның қорқып, қалтырап, үйіне қайтудан басқа амалы қалмады. Әкесі оған қорықпау керектігін және әкесі сонда болғанша анасының оны ұрып өлтіруіне жол бермейтінін айтып, ұлын ер адам сияқты талапшыл болуға шақырды. Бұл кезде оның анасы ашудан дірілдеп, ақыры Джин Хоны көргенде жарылып кетті. Анасы таяғын алып, ұлын есін жиғанша ұрып соғатын болды. Сәл тынышталғаннан кейін анасы ашуын басып, байыпты сендірудің жаңа кезеңін бастады. Қартайған шағында ол 3 баланы үлкен қиындықпен тәрбиеледі, бірақ олардың ешқайсысы ата-анасына тыныштық сыйлай алмады. Оларды жаудай азаптай берді. Анасының гигиена туралы түсінігі нашар болды. Ата-анасының екеуінен де айырылған жетім бала. Ол ұлы 20 жастан асқан. Ата-анасының екеуі де тірі. Оған үйленетін жақсы отбасынан шыққан қызды табады деп үміттенеді. Осылайша олардың өмірі болашақта оңай әрі бақытты болады. Бірақ дәл қазір Джин Хо тек гигиенаны ғана ойлайды. Ол анасын қараңғыланған көзілдірігі арқылы басқаларға қарағаны үшін сөгеді. Джин Хоның ойынша ол Хеджинді жақсы көреді және оған тек жылы үй беріп, оны қорғау үшін оған үйленгісі келеді. Егер анасы оның сүйіспеншілігіне осылай қарсы тұра берсе, Джин Хо бұл отбасын тастап кетемін деп қорқытады. Бұл оның анасының жүрегін ауыртады. Ол кәмелетке толмаған қыз үшін ата-анасымен қарым-қатынасын үзгісі келеді. Әкесі ұлының әңгімесін жалғастырғанын қалайды. Бұл әйелін ашуландырады. Ол әңгіме тақырыбын тез өзгертіп, Джин Хоны итеріп жібереді. Оның анасының жүрегі шынымен ауырады. Неге оның балаларының ешқайсысы оның қиындықтарын түсіне алмайды? Анасы мен баласы ұрысып қалды. Әкесі осылай жалғаса берсе, шынымен де ауыр нәрсе болады деп қорқады. Ол әйеліне әзірше сабыр сақтап, ұлын арандатпауды бұйырады. Тек күте тұр, көр. Әкесі Джин Хоны асығыс үйленбеуге көндіру керек. Біріншіден, бірінші кезектегі міндет үлкен ағасының некеге тұру мәселесін шешу. Джин Хо бір ауыз сөз тыңдамады. Оның орнына ол әкесіне сұрақ қойды. Мен сұраймын, егер ол Хеджин екеуі балалы болса, ол үйлене алар ма еді? Әкесі шошып кетті. Қызының некеден тыс жүктілігі және Мин Хоның үйленуден бас тартуы қазірдің өзінде отбасына зиянын тигізді. Егер оның кенже ұлы қазір некесіз жүкті болса, ол олардың ата-ана болып өмір сүргенін шынымен қаламас еді. Оның әкесі Джин Хоға гигиенаға сәйкес келмейтін ештеңе жасамауды бұйырды. Алайда қазірдің өзінде махаббаттың құйынына түсіп қалған Джин Хо ата-анасының сезіміне мән бермеді. Ол қарызға алған ақшасын алып, жақсы үй жалдап, гигиена үшін тұрмыстық заттарды сатып ала бастады. Гигиена жаңа үйіне өте риза болды. Есеңгіреген әкесі әйеліне енді Джин Хоны арандатпауын өтініп, оған әсер ете бастады. Егер шынымен бақыланбайтын нәрсе орын алса,
бұл шынымен де үлкен мәселе болар еді. Түн ортасында Джинхо отбасы азық-түлік сақтайтын қоймаға жүгірді. Өмір гигиенасын сақтау үшін ішіп жеу керек еді. Қаржысы жоқ. Джинхо үйінен азық-түлік пен жеміс-жидек ұрлап қана қойған. Ол өзіне қажет нәрседен өз үлесін алудан тартынбайтын. Ол тіпті отбасы дайындаған тұздалған қиярдың жартысын алып, барлығын гигиена бөліміне апарды. Ата-анасы жоқ кедей гигиенистке әлі ешкім онша жақсы қарамаған. Қатты әсер етіп, ол Джинхоға осы үш сөзді ашығы айтты. Енді оларға ішіп жеу туралы уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл жас жұбайлардың өмірі алаңсыз және өте бақытты. Хе Джин ересек болса да, Джинхоға тұрмысқа шығу үшін 3 жыл күту керек екенін айтқанымен, бірақ ол осындай бақытты өмірден ләззат алғаннан кейін Джинхо бұдан былай күте алмады. Хе Джин есейген бойда олар бірден үйленеді. Ол тіпті егер отбасы қарсылық білдірсе, Хе Джинді алып, басқа жерге кетемін деп қорқытты. Джинхоның шешімді көзқарасын көрген Хе Джинге қатты әсер етті. Көп ұзамай отбасы азық-түліктің азайып бара жатқанын байқады. Мұны анасы тауып алды. Ал әжесі де жарты банка киімше жетіспейтінін айтып, үрейленіп жүгіріп келді. Анасы кенже ұлының бұл тағамды ұрлап кеткенін білгені айтпаса да түсінікті. Ол ұлының бұл әрекетінен қатты көңілі қалды. Оның баласы ата-анасын бағаламағандай болды. Ол Джинхо қайтып келгенше түн ортасына дейін күтті. Баласы оны ана ретінде байыппен қабылдамағандықтан енді ол үшін уайымдаудың қажеті жоқ еді. Анасы Джинхоға барлық киімін шешіп, үйден кетуін айтты. Әйелінің байсалды екенін көріп, әкесі баласын өзі жазалағандай кейіп танытып, оны үйден шығарып жіберді. Кенже ұлымен бетпе-бет келген әкесі де өте дәрменсіз еді. Осы кезде күтпеген жерден Джинхо қаладағы гигиена туралы ойланып, оған барғысы келді. Әкесі оны ұрып, соғуға деген құлшынысын басып, Джинхоға ағасының үйінде түнеуді бұйырды. Үйге келген соң, әкесі қатарынан бірнеше солжу ішіп, содан кейін әйелін бала тәрбиесіндегі шектен тыс әрекеттері үшін кінәлай бастады және одан отбасындағы екі қарттың мұқият болуын және олардың өміріне әсер етпеуін өтінді. Осы кезде Минхо абайсызда қайтып келді. Онсыз да ренжіген анасы Минхоны көргенде одан бетер ренжігенімен, ол үш баласы үшін шексіз уайымдады. Бірақ олардың ешқайсысы оған жан тыныштығын бере алмады. Оның орнына оны ата-ана тәрбиесінің тым шектен шыққан стилі үшін айыптады. Бұл анасының көңілін қалдырды және оны берілуге мәжбүр етті. Балалар өздері қалағандай өмір сүре алады. Ол енді оған жаман адам сияқты қарағысы келмеді және олардан жалбарынды. Мұны көрген Минхо әпкесінен аналарына не болғанын сұрады. Мери ағасына тезірек барып, үйленетін әйелді табуға кеңес берді. Әйтпесе, оның анасы шектен шыққан әрекет жасайды. Әйтсе де, күйеуі әлі де көңілін қалдырған жоқ. Ол әйелінің көзінше күңкілдеп, сынай берді. Оның әйелі жасөспірім кезіндегі балаларына балалар сияқты қарамау керек. Енді балалардың өз идеялары бар. Егер экстремалды әдістер қолданылса, бұл балаларды одан сайын тентек етеді. Әкесі 3 баласын жақтап, әйелін одан сайын ашуландырды. Бала тәрбиесімен айналысқандықтан ғана ол ештеңе сұрамады. Балалар қиындыққа тап болған кезде, ол оны жаман адам етіп көрсетіп, олардың жағына шығады. Сондықтан қазір балалар өздеріне менсінбей қарайды. Меридің анасы бұған қатты ренжіді. Балалар тыңдамайды. Күйеуі оған көмектеспейді. Және оларды қорғаудың орнына, ол жай ғана оларды жауып тастайды. Күйеуі өзінің дұрыс екенін сезіп, ашуланып, үйден шығып кетеді. Атасы ұрыс-керістің даусын естіп, мазасызданады. Ол сыртқа шығып, немерелеріне не болғанын көргісі келеді. Бірақ әжесі оған өз ісіне араласпауын және балалардың бәрін өздері шешуіне мүмкіндік беруін айтады. Атам шынымен де қызық, бірақ ол жеке сұрауға батылы бармайды. Минхо бөлмесіне барып, әпкесіне өзінің уайымы туралы айтты. Тезірек үйленуді талап еткен ата-анасының қысымы оған шынымен де ауыр тиді. Бұл оның үйленгісі келмеген емес, жай ғана жұмыстағы әріптесімен кездесіп жүрген еді. Бірақ ол әрқашан үйленуден аулақ болды. Өйткені ол сәтсіздікке ұшырағысы келмеді. Неридің әкесі інісінің үйіне келді. Мазасызданып, ішімдікті көп ішіп, үйіне мас күйінде жіберді. Алайда ішімдік ішкен. Әйеліне деген ренішін жасырған, бірақ бірдеңе айтуға қорыққан Мери бәрін айтты. Оның әйелі өзін басқалардан жоғары санайтын жауыз, қарғысқа ұшыраған әйел екенін. Мұны естіген Меридің анасы ашуланып, тез арада Меридің бөлмесіне барып, оған дыбыс жаза алатын ұялы телефон беруін өтінді. Меридің әкесі күйеуінің айтқанының бәрін жазып алуды ұйғарды. Мас күйеуі қырағылығын мүлдем жоғалтып, көптеген жағымсыз сөздер айтты. Меридің анасы күйеуінің оған өз талаптарын айтып жатқанын жай ғана бақылап отырды. Ол осы отбасының мүшесі болғаннан бері ешқашан біреуді ренжітетін ештеңе істемедім деп ойлады. Енді ол күйеуінің көзіне дөрекі көрінетінін байқады. Қарғыс атқан, өзін өзі ақтайтын әйел. Бақытымызға орай, ол күйеуінің айтқанының бәрін жазып алды. Келесі күні таңертең ерте Меридің анасы телефонымен қайын енесінің үйіне барды. Ол бұдан былай шыдай алмады және қайын жұртының оған сөйлеуіне рұқсат беруді шешті. Ол олардың ұлына жақсы сабақ бергенін қалады. Телефон арқылы Меридің әкесінің барлық ауыр сөздерін туыстары естіді. Екеуі де өте байсалды көрінді. Олар 60 жасар ұлының бірнеше рет ішкеннен кейін келініне мұндай ауыр сөздер айтқанын елестете алмады. Олардың үлкен келіні осы уақытқа дейін отбасының игілігі үшін аянбай еңбек етіп келеді. Бұл сөздер оған қаншалықты ауыр тиді. Атасы бөлмеге баса көктеп кіріп, ұлын тепкілеген, не істеп жатқанын білмей, Меридің әкесі әкесін тез құшақтап алды.
оның аяғын қайтадан көтеруіне жол бермеуге және оны бақытты ұйқыдан оятуға себеп беруге дайын болды. Ол кеше түнде мас болғаннан кейін әйеліне айқайлаған ашулы сөздерінің бәрін ұмытып кеткен болып шықты. Атасының көмегімен Мэридің әкесі ақыры оның кеше түнде әйелін ренжіткенін айтқанын түсінді. Оның қиындық тудырғанын білген Мэридің әкесі дірілдеп, әкесінің алдында тізе бүгіп, кешірім сұрай берді. Оның ұлы қазірдің өзінде 60 жаста, бірақ ол әлі де ескі әкесін тыныштандыра алмайды. Ол оны басқа біреуден ант беруді үйренгені үшін және ондаған жылдар бойы бірге өмір сүрген әйелін қарғағаны үшін ұрсады. Атасы болашақта үлкен жеңгесінің көзіне қалай қарайтынын білмейді. Мэридің әкесі қазір әйелін отбасымен бірге көруге батылы бармайды және одан жасырынып жүр. Әжесі ұлының әйеліне балағат сөздер айтуы шынымен дұрыс емес деп санаса да, ол қайын атасын бұл туралы қайын атасына айтқаны үшін кінәлайды. Неліктен пілді шыбыннан үрлеп, Мэридің әкесін отбасында қылмыскер ретінде сезіну керек? Мэридің анасы қайын енесінің сөзіне қатты ренжіді. Ол бұған көп жылдар бойы шыдады, бірақ бұл жолы ол қайтып келмейтін деңгейге жетті және оның орнына қайын атасын қабылдауға мәжбүр болды. Баласы үшін алаңдаған қайын енесі бұл жағдайға шыдай алмағаны үшін өзін кінәлады. Мэридің анасы қатты ренжіп үйден шығып кетті. Бақытымызға орай, оның қайын атасы парасатты адам болған және оның орнына Мэридің әкесіне дәріс оқыған. Мэридің анасы қызын тауып алды. Ол да ана болды және қайын атасының аяусыз сөгіс алғанына жаны ашыды. Күйеуінің отбасында 37 жыл қажырлы еңбек еткеннен кейін ол өз жасында ит сияқты ұрысады деп ешқашан күтпеген. Мэри әкесінің анасына мұндай әрекетке баратынына сене алмады. Ол анасына оған да солай жауап беруін айтты. Бұл бірінші рет болған жоқ. Күйеуі мас болған сайын ол да солай істейтін. Егер 3 баласы болмаса, анасы баяғыда ажырасуға бел буған болар еді. Енді анасы бұл туралы Мэриге 3 баланың бірі түсінеді деген үмітпен айтып берді. Оның осы отбасында өмір сүруінің бірден бір себебі осы 3 бала. Бұл жолы Мэридің әкесі кешірім сұрау үшін әйеліне аяушылықпен ғана жүгіре алды. Егер бұл болашақта қайталанса, бұл оның ұлы. Бірақ Мэридің анасына күйеуінің балағат сөздеріне сену қиынға соқты. Нәтижесінде Мэридің әкесі сөзін аяқтай салысымен, ол әйелін ескі әкесіне дөрекі сөздер айтты деп айыптай бастады. Бұл оның алдында басын жоғары көтере алмады. Оның әкесі, Мэридің анасы қатты ашуланып, оның көзінен тез жоғалып кетуін айтты. Күтпеген жерден әжесі Мэридің анасының ұлына әлі де ұрысуын тоқтатпайтынын көргенде, ол ашуланып Мэридің әкесіне оны тоқтатуды бұйырды. Оның ұлы қазірдің өзінде әкесінен қатал белгі алды. Ендеше, ол неге Мэридің әкесін азаптай беруі керек еді? Ол оны күн сайын өзінен жасырынып, үнемі қорқынышпен өмір сүруге мәжбүр етті. Мэридің әкесі анасының оған көмектесу үшін емес, қиындық тудыру үшін келгенін естігенде, ол оған тез тоқта деп бұйырды. Оның бәріне өзі кінәлі және кешірім сұрау керек. Мэридің анасының жүрегін қайын енесі жаралады. Бақытымызға орай, қайын атасы оны әрқашан жақтайтын. Мэридің әкесі кабинетіне қайта кіріп, енді ешқашан ішпеуге ант берді. Джинхо нықтырды және әлі де кәмелетке толмаған гигиенистке тұрмысқа шыққысы келді. Әкесі оған жүйке ауруына шалдыққан анасын ренжітпеуге кеңес берді. Бірақ Джинхо гигиенаның қазір жетілгенін айтты. Сендіру сәтсіз болған соң, Мэридің әкесі әйеліне әдемі жігіттің тактикасын қолдануды ұйғарды. Бірақ әйелі оның аяғын тікелей ветчинасына тигізді. Күтпеген жерден. Осы кезде Джинхоның қызуы көтеріліп, бұрын суық тиіп қалды. Бұл оны қатты қорқытқаны сонша, ол өлемін деп ойлады. Алайда, бұл жағдайда Джинхоның жалғыз ойы гигиенаны тез арада тоқтату болды. Ол екінші қабаттан бірінші қабатқа әрең көтеріліп, анасынан оның некесін қабылдауын өтінді. Егер ол өлетін болса да, ол үйленгеннен кейін өледі. Джинхо барлығының өз еркімен кедейлікте өмір сүруіне мүлдем жол бере алмады. Анасы өзінің сүйіктісі үшін ғана уайымдайтын ақымақ ұлын көргенде қатты ашуланды. Атасы әрқашан үлкен немересі тез үйленеді деп үміттенген, бірақ үлкен немересінің ешқандай шара қолданбағанына көңілі қалды. Күтпеген жерден Джинхоның үйленгісі келетінін естігенде көңілі қалды. Атасы бұл дүниенің шектеулерінен бірден бас тартып, кіші немересіне үлкен немересінен бұрын үйленуге рұқсат берді. Алайда Мэридің анасы қайын атасына бұл некеге жол бермейтінін анық айтқан. 18 жасқа толмаған қыз кәмелетке толғанша күтсе де қабылдамайды. Өйткені ол ата-анасының екеуі де әлі тірі жақсы отбасынан шыққан ұлына әйел тапқысы келеді. Күтпеген жерден махаббаттан есінен танып қалған Джинхо үйде гигиенаны сақтай бастады. Мэридің анасы гигиенаға онша мән бермеді. Бірақ ол да оны есіктен дөрекі түрде шығармады. Оның орнына ол оны түсінуге және сендіруге тырысты. Мэридің анасы бұл некемен келіспеуге бел байлағанын білдіріп, гигиенаға некеге жеңіл қарамауға кеңес берді. Атасы қыздың үйге келгенін білгенде қатты қуанып, оны асығыс бөлмесіне шақырды. Ол алдындағы гигиена өте әдемі және ақылға қонымды деп ойлады. Ол оған қатты ұнады. Егер гигиена сақталса, оның бұл некеге шынымен келісетінін көріп, Мэридің анасына гигиенаны тез арада алып тастауды бұйырды. Атасы Джинхоның гигиенаға үйленуін қатты қалаған. Содан кейін ол келінін қыздың шығу тегіне аса мән бермеуге көндіре бастады. Екеуі бірге бақытты болып, бақытты өмір сүре алатын болса,
бұл ең әдемі өмір болады. Тіпті атам маған туыстарының оған менсінбей қарайтыны туралы қайғылы оқиғаны айтып берді. Мэридің анасы соңғы кездері кенже ұлының мәселелерімен және күйеуінің істерімен айналысып, қатты шаршап жүр. Күтпеген жерден Минхо да інісінің үйленгісі келетінін білгеннен кейін анасын келісуге көндіруге келді. Сонда ол келесі жылдың мамыр айында үйленемін деп уайымдамас еді. Егер бұл шынымен де солай болса, ол үйленуі керек. Ал егер олай болмаса, үйленбеу керек. Оның анасы Минхоның сүйіктісі бар екенін бұрыннан біледі. Анда-санда ол түнде үйге келмейді. Олар бірге тұрады. Енді Минхо үйленуден қанша қорықса да, анасы оның үйленгенін қалайды. Бірақ Минхоның ойланатын істері тым көп. Анасы оны үйленуге және олармен бірге тұруға көндіреді. Егер одан ештеңе шықпаса, үйлену тойынан кейін ол әйелінің отбасымен бірге тұра алады. Минхо үйленіп жатқанда анасы барлық қиындықтарға төзе алады. Бірақ соған қарамастан қалаған нәтижеге қол жеткізілмейді және ол қатты шаршады. Осы кезде күтпеген жерден тыныштыққа оралған Мэридің өмірі заңгер ретінде мансабын жалғастырды. Сол күні Джиннидің анасы кенеттен қайтыс болды. Бұл Мэриді аздап кінәлі сезінді. Ол Джиннидің анасының өлімінің себептерінің бірі оның баланың істерін шешуі деп есептеді. Сонымен қатар Мэри Джин үйуны ұмытқан жоқ. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып, екеуі жасырын кездесті. Кездесуден кейін Джин үй Мэриге оған деген шексіз таңданысын білдірді. Ол мақсатына жеткен соң, Мэри мен олардың қызына қайта оралып, бірге тұратынын айтты. Мэри шынымен келіскісі келді, бірақ ол қорықты. Бір рет ренжігеннен кейін ол мұны қайтадан жасауға батылы бармады. Алайда Мэри қазір көптеген себептерден зардап шеккен анасының жағдайына мән бермеді. Ол тіпті анасын тексеру үшін үйіне жүгірді. Ол оған Джиннидің анасының кенеттен қайтыс болғаны туралы әдейі айтып берді. Ол анасының Джинни туралы не ойлайтынын білгісі келді. Бұл туралы анасы білген бойда Мэридің әрекетіне қатты ашуланды. Джиннидің қазірдің өзінде отбасы бар. Неге ол әлі де Мэриді арандатқысы келеді? Ол шынымен де қайтадан қауіп төніп, азап шегуді жалғастырғысы келе ме? Бір толқын әлі басылған жоқ. Тағы бір толқын домалап кете жаздады. Мэри плейбойдағы жігітімен ажырасып кете алмай, жаңа жігітті қабылдаудан бас тартады. Бұл анасын қатты ренжітті. Мэридің анасы Мэри үлкен әпкесі ретінде жақсы үлгі көрсетпегендіктен, оның інілері де үлгі алған деп санайды. Мэридің анасы күн сайын 3 тентек баласы мен мазасыз күйеуінің кесірінен азап шегеді. Осы кезде күтпеген жерден ерлі зайыптылардың туыстары арасында үлкен жанжал туындады. Әжесі ата-анасының айтқанын тыңдамай, қазіргі күйеуіне тұрмысқа шыққанына өкінеді. Әйтпесе, ол ешқашан жайлы өмір сүрмес еді. Енді әжесі ата-анасының табанды қарсылығы оның игілігі үшін екенін біледі. Ол тұрмысқа шыққаннан бері 40 жыл бойы күн сайын аянбай еңбек етіп келеді. Ол 60 жыл бойы зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Оның көп жұмыс істегені сонша тізесін жарақаттап алған. Сонымен қатар, ол күйеуінің 3 ұлын дүниеге әкелді. Алайда, күйеуі оған басынан аяғына дейін қоқы сияқты қарады. Осының бәріне шыдаған әжесі онымен ажырасуға бел буып, оның орнына ажырасу туралы іс жүргізу үшін Мэриді жалдады. Ол мүліктің жартысын алғысы келеді. Алайда Мэри бұл істі қуана қолға алды. Тіпті анасы әжесінің атасымен ажырасқысы келетінін біледі деп үміттенді. Егер ол шынымен де әжесіне мүліктен үлес алуға көмектесе алса, онда ол міндетті түрде қомақты сыйақы алады. Анасы Мэриге қатты қарады. Нәтижесінде Мэри, бақытымызға орай, бұл оның туған әжесі, деді. Егер бұл басқа біреудің әжесі болса, ол сотта жеңіске жету және ақша табу үшін қолдан келгеннің бәрін жасар еді. Атасы зейнеткерлікке шыққанына қарамастан, отбасындағы ең бай адам. Оның жанармай құю станциясы бар және ол күн сайын көп ақша табады. Оның 80 жастан асқан ата-анасы 60 жыл бірге тұрады. Қазіргі уақытта ажырасудан ең көп зардап шегетін адамдар 3 ұлы мен келіні. Әрине, бұл 3 ұл мен келін. Олар қазір 50 мен 60-тың ортасында. Бірінші және екінші келіндері қайын енелеріне қамқорлықпен қарады. Олар енелеріне оның 60 жыл бойы шыдағанын айтты. Сондықтан неге өмірінің соңына дейін оған шыдамасқа? Бірақ бұл жолы қайын енесінің ренжігені сонша, ол ажырасуды талап етті. Оған не болғанын ешкім білмеді. Әжесі бұл туралы айтқысы келмеді, бірақ ол ата-анасын тыңдамағанына үнемі өкінетін. Мэридің анасы қайын енесінде қамырды да бағуға мәжбүр болды. Бірақ қайын атасы да өз кінәсін мойындаудан немесе жанжалдың себебін айтудан бас тартты. 3 ұлы да анасын тыныштандырып, өмірін жалғастыруға көндіруді жалғастыруда. Олар ұлдарының өмірін қиындатқысы келмейді. Аналарының қашып кетуіне жол бермеу үшін ұлдары аналарының барлық ақшасын алып кеткен. Бірақ олар аналарының әмиянындағы қалың ақшаны көргенде ұлдары аң-таң болды. Олар көптен бері осынша ақшаны көрмеген. Әсіресе оның жұмыссыз жүрген екінші ұлы бұл ақшаны қалтасына салуды шыдамады. Мэридің әкесі әкесіне ажырасу мәселесін шешу үшін анасынан кешірім сұрауға кеңес берді. Егер ажырасу аяқталса, анасы оның байлығының көп бөлігін қайтарып алады. Атасы аңғалдықпен оның әйелі беретін ештеңесі жоқ, кассир ғана деп сенген. Ол өзінің байлығынан осыншама көп нәрсені қалай тартып алды. Баласы оған мұның дұрыс емес екенін айтты. Егер анасы болмаса, ол соншалықты бақытты және табысты болмас еді. Олар төбелесіп қалды. Екеуі де екіншісін көргісі келмейді. Үлкен ұлы анасына хабар жеткізу үшін баспалдақпен жоғары төмен жүгіреді. Мэридің әкесі әкесінің дауысына еліктеп, оның сөздерін тамаша жеткізді. Және бұл оның әкесінің көзінше, ол анасының үнін әкесіне жеткізу керек еді. Бірақ оны аздап өзгерту оның ойына да келмеді.
Сондықтан екеуі де екіншісін жұмсақ деп ойлап, жанжалды шешу үшін бір-бірінен кешірім сұрады. Уақыт өте келе олардың қарым-қатынасы күрделене түсті. Бұл 3 жылдың күн сайын әкелері оны өздеріне алып кетеді деп қорқып, дірілдеуіне себеп болды. Ақырында Меридің әкесі әйелінен әжесін көндіруді сұрауға мәжбүр болды. Әжесінің жүрегін тек оның әйелі ғана жақсы түсінеді. Ол да әйел болған. Ақырында Меридің анасы онымен сөйлесу үшін енесіне қайта келуге мәжбүр болды. Отбасында бәрі жақсы болады деген оймен. Біз 60 жыл бірге өмір сүргеннен кейін ең үлкен реніштерді де айтудың қажеті жоқ. Бірақ Мери енесінің неліктен ажырасқысы келетінін білгенде, ол енесінің шешімімен келіскен. Меридің анасы басқа адамдардың балалары неге сонша бақытты екеніне таңғалды. Бірақ өз баласы оның өмірін құртып жатыр. Ол Мериге наразылығын білдіре бастады. Оның жүзінен ғана емес, сөзінен де. Бірақ Мери анасының көңіл күйінің кенет өзгеруін одан құтылу әрекеті ретінде қабылдады. Сондықтан ол әлі де ата-анасына емес, тек өз сезімдеріне көңіл бөле отырып, анасына наразылығын білдіру үшін заттарын жинап, үйден шығып кетті. Меридің бұл әрекеті анасының жүрегін тағы да ауыртты. Оның қызына деген реніші оны үйінен қуып жібергендіктен емес. Себебі ол қызының қайғылы тағдырына жаны ашиды. Баласының мойынсұнбаушылығы мен қателігін көріп, әулиенің атымен кім тыныш өмір сүре алады? Анасы Меридің өзін анасының орнына қойғанын қалады. Оның орнына Мери одан өзін орнына қоюын өтінді. Мери оған да оңай емес екенін айтты. Ол да сүйікті күйеуінің болғанын қалады. Ол қазір тұрған жерінде болғысы келмеді. Ол күнде қиналады. Ол тіпті баласының өз бөлмесінде жалғыз ойнағанына және оған ешкім қарамайтынына өзі кінәлі екенін айтты. Анасы балалардың өз бетімен ойнауы қалыпты жағдай дейді. Ол барлығының үнемі баласының жанында болғанын қалайды. Мери өзінің эгоизмін мойындағысы келмейді. Бірақ анасы Мери дәл осылай айтқысы келді деп ойлады. Әкесі Мериді әңгімеден алшақтатуға тырысып, оны сабырлы болуға және кетпеуге шақырды. Бірақ Мери кетуге бел буды. Әкесі мұның себебін анасының оған қамқор болып, оған жаны ашитындығынан деп түсіндіреді. Содан кейін оның ағасы келіп, Мериді өзінің қыңыр таңдауымен некесіз бала туып, қателік жасады деп айыптады. Егер ол балалы болса, өзіне және оның отбасына қандай ауыртпалық түсетінін ойламады ма? Сіз оны некесіз бала туып, бүкіл отбасына зиянын тигізді деп айыптап отырсыз. Ол атасы мен әжесінің бетін жоғалтып, анасы мен әкесін өмірінің соңына дейін қорқынышпен өмір сүруге мәжбүр етті. Қалайша өзімшіл болып, өз сезімдерің туралы ғана ойлайсың? Екі апалы сіңлілі төбелесіп қалды. Бақытымызға орай, Джинхо төбелесті тоқтату үшін ағасын дер кезінде шығарып салды. Ақыры Мери заттарын жинап, көшуге бел буды. Анасы әрқашан өзін бәрінен жоғары санайтын. Ар-ұжданы жоқ қызына қарағысы келмеді. Оның Мериге жол беріп, оның қалағандай өмір сүруіне мүмкіндік беруден басқа амалы қалмады. Бірақ ол қызын далаға апара алмайтынын ескерсек, Мери тек кетіп, баласын алмай жалғыз өмір сүре алады. Алайда, отбасы бірінен соң бірі болған оқиғадан туындаған үмітсіздікке ұшыраған сәтте, ақыры үміт сәулесі пайда болды. Әрқашан үйленуге бел буған екінші ұлы ақыры үйленуге бел буды. Ал бүгін кешке ол қызын ата-анасымен таныстыру үшін үйіне әкеледі. Меридің әкесі әйеліне бұл таңғаларлық жаңалықты айтты. Оның ұлы ақыры үйленді. Сондықтан анасы аз уайымдады. Жүйке ауруына шалдыққан Меридің анасы бұл жаңалықтан қатты жеңілдеп қалды. Бұл жолы Минхо шынымен шешімді болды. Ол шынымен де кешке сүйіктісін үйлену үшін үйіне алып келді. Анасы оны көргеніне қатты қуанды. Ол туралы көбірек білгеннен кейін ол үлкен жомарттық танытты. Оның үстіне ол Минходан 3 жас үлкен. Ол сондай-ақ отбасындағы үлкендерге өте сыпайы. Минхоның мүлдем үйленуге бел буғаны ғажап. Ол Минходан 3 жас үлкен болса да, оны бәрі танып, жақсы көретін. Бірақ әлі күнге дейін консервативті көзқарасты ұстанатын атасы бұған қарсы болды. Және ол әйелдің немересінен үлкен болмауының өте оғаш себебін айтты. Ол сондай-ақ, егер әйел тым арық болса және оның көздері үлкен болса, онда оның денсаулығы балалы болуға жеткіліксіз екенін айтты. Ол тіпті Джаннаның үлкендермен кездесу үшін, үйге бірінші рет келу үшін тым көп заттарды сатып алғанына ашуланды. Ол отбасына менсінбей қарайды. Олардың отбасы осыншама көп нәрсені сатып ала алмайды деп ойлап, Най отбасының байлығын көрсетеді. Әкесінің сөзін естіген Меридің әкесінің жүрегі суып кетті. Өз қызының 35 жасында сәбилі болғанын түсіндіре отырып, қазіргі ашық қоғамда мұндай денелі жас әйелдер сәнде. Ол әкесінің консервативті ой өрісін өзгерту үшін барын салды. Бірақ одан ештеңе шықпады. Атам Джанна сияқты мықты әйелдің болғаны жақсы емес деп санайды. Ол үлкендердің алдында ешқашан ұялмайтын. Атам отағасы болып үйренген екен. Ол өзінен жақсырақ болатын әйелді ешқашан қабылдамас еді. Егер ол әйелді тапқысы келсе, 30 жасқа толмаған нәзік және жас әйелді табу керек еді. Дәрменсіз Меридің әкесі одан да дәрменсіз. Ол ұлының тұрмысқа шығуы үшін тағдырға онсыз да риза. Енді әкесі мұндай ботқаны қайнатқандықтан не істерін білмей отыр. Әкесінен қорыққан Меридің әкесі әйелінен бұл мәселені шешуді ғана сұрай алатын. Бірақ Меридің анасы қайын атасының идеясын ашық түрде жоққа шығаруға батылы бармады. Ол тек күйеуіне ұлының үйленгеніне қатты қуанғанын айтып шағымдана алады. Ол тіпті оған дұрыс алғыс айта алмады. Бірақ қайын атасы 30 жасқа толмаған жас әйелді табу идеясына көңілі толмады. Меридің анасы қазірдің өзінде 3 баласынан шаршаған
енді бұл нәрселер туралы алаңдағысы келмеді. Ол ұлына қалағанын істеуге рұқсат берді. Меридің анасы ағасының балалары жоқ отбасына қызғанышпен қарайтын. Бірақ күйеуі бұған қарсы болды. Отбасында бала болмаса, жалықтырар еді деп ойлады. Меридің әкесі әкесін ұлының некеге тұруына келісім беруге көндіру үшін екі інісімен байланысуға мәжбүр болды. Ол олардан әкесінің алдында ол үшін бір ауыз сөз айтуын өтінді. Екі інісі де әкесінің Джаннаның үйленуіне қарсы болуының оғаш себептерін естігеннен кейін бұл дұрыс емес деп ойлады. Оның қартайғанының еш айыбы жоқ. Оның бай екенін айту аздап ақылға қонымсыз және әдейі қиындыққа тап болады. Бірақ Джаннаның жіберген сыйлықтары өте жақсы болды. Осы уақыт ішінде Меридің анасы қоймада және екі ағасының отбасыларымен тәттілермен бөлісуде. Үшінші жеңгесі Джиннаның заттарымен бөліседі және қайын атасымен келіседі. Ол Джиннаның біраз қартайғанына сенеді. Жасы 30-дан асқан әйел қазірдің өзінде өліп жатыр. Екінші келіні қолында бірдеңе ұстап тұр. Бірақ Джин туралы жақсы сөздер айтады. Бірақ қазір екі құмырсқаның ең үлкен алаңдаушылығы Джиннаның мәселесі емес, Джиннадан көбірек сыйлықтар алу. Олардың әкелерінің туған күні болды. Оған барлық ұлдары қатысты. Осы мүмкіндікті пайдаланып, үш ағайынды әкелерін Джиннаға немқұрайлы қарамауға көндіруге дайын. Екінші және үшінші нағашылар Джиннаны аталарының көзінше мақтады. Олар әкелерін жаңа немересімен құттықтау үшін көзілдіріктерін көтерді. Бірақ мұны естігенде әкесінің жүзі бірден өзгерді. Ол өз шешімінің өзгеріссіз қалуын талап етті. Минхо 30 жасқа толмаған жас әйелді табу керек. Егер ол жас әйелді таба алмаса, онда ол Минхоның үйленуін кейінге қалдырады. Алдымен немересі Джинхо үйленсін. Бүкіл отбасы атасының істегеніне риза емес. Минхо қызының бірден бір кемшілігі ол 3 жас үлкен. Бірақ қалғанының бәрі артықшылық. Олардың отбасына қосылу бұл торттың мұздануы. Бұған қарсылық білдіруге негіз жоқ. Екінші ұлы немересінің некесіне араласқаны үшін әкесін сөгуге шықты. Ұлыңыздың некесін қадағалап отыру жаман идея емес. Бірақ атасының немересінің некесіне араласуы біршама ақылға қонымсыз. Бұл Рикишидің отбасындағы авторитарлық зорлық, зомбылықтың көрінісі ретінде түсіндірілуі мүмкін. Ата-анасы бұл некеге келісімін берді. Сондықтан атасының оған қарсылық білдіруінің қажеті жоқ. Әкесі оның қателескенін біледі, бірақ бетін сақтап қалу үшін ол тек ашуланып кете алады. Меридің анасы мен оның күйеуі қазір қатты күйзеліске ұшырады. Олар 30 жастағы ұлының үйлену тойын тағатсыздана күтті, бірақ атасы бұл некені бұзуға тырысады деп ойлаған жоқ. Олардың ұлы тезірек үйлену үшін. Меридің әкесі ұлына атасының оған қарсы екенін айтқан жоқ. Егер ол бұл туралы білсе, ол үлкен қиындыққа тап болар еді. Оның орнына ол ұлына атасының қалыңдығымен өте бақытты екенін айтты. Ол оған жоспарланғандай үйленуге кеңес берді. Меридің әкесін бұған қалай сендіруге болатынын ойлай беруі керек еді. Кешке әжесінің қарауындағы Меридің сәбиі ауырып қалды. Әжесінің бұл туралы Меридің анасына хабарлаудан басқа амалы қалмады. Меридің анасы жаңа ғана сұрады: неге оған бұл туралы бұрын айтпадың? Енесі ашуланып, бала тәрбиелей алмағаны үшін оны сөгіп жатырма деп сұрады. Меридің анасы оны қатты кінәлаған жоқ. Ол жай ғана оған тамақ ішпесе, баланы күштеп тамақтандырмау керектігін айтты. Ол тым көп жесе ауырып қалуы мүмкін. Бақытымызға орай, баланың қызуы көтерілмеді. Осыған байланысты әжесі Мәриямның анасы шыбынынан пілді үрлеп жатыр және өз қателігін түсінбейді деп шешті. Бос уақытында Меридің анасы мен оның күйеуі атасы ұлының үйленуіне қарсы болды деп алаңдай бастады. Олардың құда түсетін күні жақындап қалды. Меридің әкесі келіспесе не болар екен деп уайымдады. Меридің анасы одан сайын үрейленіп, енді алаңдамайды. Ол бұл мәселені қайын атасымен өзі талқылауды ұйғарады. Күйеуі күндіз әкесін жаңа ғана ренжіткеніне алаңдаған. Ол одан ертеңге дейін күтуін өтінді. Бірақ Меридің анасының айтуынша, бүгін жұмыс істемейтін нәрсе ертеңде жұмыс істемеуі мүмкін. Бұл туралы уайымдаудың орнына, оны жақсы сезіну үшін мәселені қазір шешкен дұрыс болар еді. Меридің әкесі қорқып, әйелімен бірге бармай, оның көңілін көтеру үшін сыртта қалды. Меридің анасы атасымен кездескенде, ол оған не үшін келгенін айтып берді. Ол қайын атасының қарсылығын түсінетінін айтты. Ол асыл адам. Содан кейін Меридің анасы оған осы үйде күтуші болып қызмет етіп, осы жылдар бойы тынымсыз еңбек еткенін айтып берді. Ол қайын атасының бір идеясына ешқашан қарсы болған емес. Меридің анасы қайын атасынан Минхоның үйленуіне келісімін беруін өтінді. Ол қазір бұған риза болмаса да, әже соңғы ажырасқаннан кейін атасы оған бұрынғыдай қарауға қорқады. Атасының немересінің некесіне араласып жатқанын көрген әжесі есінен танып қалады. Меридің анасы өз ойын айтып үлгерді. Егер сіз әлі де қарсылық білдіре берсеңіз, бұл Меридің анасының жылдар бойы берілгендігі суық жүректің алдында тұрмайтынын білдіреді. Әжесінің сөгісіне байланысты атасы бұған келісуге мәжбүр болды. Бірақ ол Джин Хоумның әлі кәмелетке толмаған гигиенаға үйленуін талап етті. Атасы кіші келінін артық көреді. Әжесі ұрысып, бұл іске араласпауды бұйырды. Меридің анасы бәрін шешеді. Меридің анасы бөлмесіне оралғанда қатты қуанып, жеңілдеп қалды. Күйеуі оны құшақтап, мақтады. Бірақ күн шыға салысымен үйде хаос болды. Өйткені Меридің сәбиінің қызуы көтерілді. Содан кейін әжесі қызбаны тудырған қателігін мойындады. Меридің анасының енесінің өкінішін тыңдауға уақыты болмады. Ол баланы күйеуімен бірге ауруханаға апарды. Ол жолда көп уайымдамады. Өйткені ол 3 баласын тәрбиелеп, көп нәрсені көрді. Баланың ауырып, дене қызуы көтерілуі қалыпты жағдай. Бұл баланың қалыпты өсіп, дамып келе жатқанын дәлелдейді. Мери бұл туралы білген бойда дереу ауруханаға барды. Оның ашуланғаны сонша, баланы анасының қолынан жұлып алды. Ол анасына балаға оның айтқанындай қарамағаны үшін ұрыса бастады. Мери баланың ауруына анасын кінәлады. Анасы Мериге бұл мәселеге көп мән бермеуін айтты. Олардың бәрі басынан өткерді. Бала жақсы болса да, Мери әлі де уайымдап,
оны қайта тексеру үшін қалаға апарғысы келді. Анасының онымен бірге барудан басқа амалы қалмады. Осы дүрбелеңнен кейін бала жақсы болды. Мэри жеңілдеп қалды. Анасы да шаршады. Және ол оның балаға қамқор болғанын қаламағандықтан Мэриге оған өзі қарауға рұқсат берді. Ол мүмкіндікті пайдаланып, үйіне барып, біраз демалды. Анасы тағы да Мэриді сәтсіз қарым-қатынасын ұмытып, қайта бастауға шақырды. Сен шынымен де уақытыңды босқа өткізіп, жалғыз өмір сүргің келе ме? Бірақ Мэридің ойынша, еркектің жоқтығы оны жалғыз қалдырмай ма? Оның еркегі болғандықтан, ол өзін одан сайын жалғыз сезінді. Бірақ Мэри анасының ол туралы не ойлайтынын да білді. Ол енді өзін мазалағысы келмеді. Ол өзінің шынайы махаббатын қайта кездестіргенде, үйленуді ойлайтынына құлықсыз келісті. Анасы Мэриді бала күтіміне жалғыз қалдырды. Бірақ ол балаға анасының тым көп жұмыс істеп жатқанына шағымданды. Бірақ Мэри, ол әрқашан басқаларға балаларын қалай тәрбиелеу керектігін үйретті. Ол келесі күні баласын асырай алмағандықтан оны қайтарып алды. Қыз өзін көрсете алмайтындай тым кішкентай еді. Енді ол баланы дұрыс тәрбиелей алмады. Кейбір адамдар қатты қиналғанша ненің дұрыс емес екенін түсінбейді. Сол кезде Мэри өз баласының анасы болу қандай болатынын түсінді. Ол ата-анасын қаншалықты ренжіткенін де түсінді. Бүгін Минхоның үйлену күні. Оның атасы мен әжесі мерекеге орай киінген. Әжесінің қатты уайымдағаны сонша, атасы аузын жаба алмай, бетін жоғалтып алғанына үнемі шағымданатын. Бірақ бұл кездейсоқ оқиға болып шықты. Кем дегенде, ол Жаннаның ата-анасының алдында өзін ыңғайсыз сезінді. Атасы қалағанын айта берді. Ол жуынатын бөлмеде болған кезде, әжесі ашуланып, атасына үндемеуді бұйырды. Әжесінің өз жасында уайымдап, ренжуі өте шаршатады. Ол бүгінгі мерекенің қандай екеніне де мән бермеді. Әжесі Жаннадан ол үшін ата-анасынан кешірім сұрауын ғана сұрай алады. Бірақ атасы отбасында жауапты болды және толық билікке ие болды. Бірақ оның 3 ұлы оның дәстүрін ұстанбады. Олардың барлығы әйелдерінен қорқатын. Олардың барлығы әйелдерінен қорқады және одан тапқан ақшасының бір бөлігін инвестициялау үшін, алу үшін тізерлеп отырады. Екінші ағасы ағасына шын жүректен сұрақ қойды. Біз барлық ақшаны таптық. Оны сұрағанда неге сонша кішіпейіл боласың? Аға көптен бері үнсіз қалды. Бірақ бұл туралы не істеуге болады? Өмірінің соңғы жылдарын бірге өткізген осындай үлкен отбасы шынымен де өте бақытты. Біз жалғыздықты сезінбейміз. Қайғылы немесе қуанышты болса да, бірге өмір сүреміз. Содан бері 1 жыл өтті. Мэри өзінің шынайы махаббатын ешқашан таппаса да, ол әлі де өсіп келеді. Сәл кешігіп қалды. Бірақ солай болды. Баласын өз бетімен өсіре бастағаннан бері ол басқаша ойлай бастады. Ол ана болу қаншалықты қиын екенін ақыры түсінді. Минхо Джинамен бақытты тұрмыста. Оған Джина ғана емес, қайын енесі де қамқор болды. Атасының денсаулығы әлі де жақсы. 3 ұлымен бірге оқиды. Бұл 3 ұл да әкесінің жаттығуын жақсы орындап жатыр. Джин Хо атасының көңілін қалдырған жоқ. Ал 18 жасында есейгенде тойды бірінші мүмкіндікте ұйымдастыратын. Мэридің анасы қазір 3 баласының өмірі жақсарып келе жатқанын көріп, жеңілдеп қалды. Баласыз болған дұрыс деп санайтындар көп, бірақ балалары жоқ, отбасы толық емес. Сондықтан балалы бола алмайтын көптеген адамдар оларды асырап алуға дайын. Бірақ шынымды айтсам, осы жаңа қоғамда бала тәрбиелеудегі қаржылық қиындықтар қарапайым адам үшін тым көп. 3 баланың ата-анасы ретінде мен мұны тым жақсы білемін. Бәрі жақсы. Бұл драманың соңы. Қолдауларыңыз үшін барлығыңызға рахмет. Мен баршаңызға бақытты өмір мен бар жақсылықты тілеймін.